Ассалаумағалейкум, қалың елім қазағым, армысыздар, ал талаш, алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Соғыстан аса сұрапыл және аса жағымды жаңалықтарды жеткіземіз. Сонымен бірге Орыс-Украина соғысы, Ресейдің ішкі жағындағы өзгерістер, Украинаға берілетін батыстық көмектер және соғыста болған осы уақытқа дейін жұрттың басын қатырып келген бұл соғыс қашан аяқтайды деген сұраққа енді мәлім деңгейде Ресей тарапынан жауап берілген көрінеді. Сосын батыстың Ресеймен және Қытаймен қатысы Тоқаевтың қазақ халқының алдында тағы бір мәрте масқара болған оқиғасы. Осы оқиғалардың бәрін тізбектеп сіздермен бірге бүгін лекциямызда талқылаймыз. Лекциямыздың соңында онлайн сұрақ жауап болады. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Бүгін тым кеш шығып қалғандығым үшін кешірім өтінем. Дәл қазір бізде түстен кейінгі сағат 2 болды. 13 май түстен кейінгі сағат 2. Ал дәл қазір Қазақстанда Алматы уақыты бойынша 13 май ма, әлде 14 май түнгі сағат 13 май түнгі сағат 11 болды. Кешірім өтіне отырып, сіздерге ештен кеш жақсы деп лекциямызды жалғастырып жіберейік. Бұрынғы айтқанымдай, лекцияға мен ұзақ уақыт дайындалдым, уақытымды, миымды, энергиямды, күшімді жұмсадым. Енді сіздердің мойындарыңызда менің қақым бар. Ол қақымды тарату арқылы, бөлісу арқылы, өзге жұртқа үгітші насихатшы болу арқылы, тыңда деу арқылы, комментарий жазу арқылы, бөлісу арқылы, біздің каналымызға мүше болу арқылы, WhatsAppта, Сигналда, Телеграмда, Фейсбукта, Инстаграмда бөлісу арқылы, қиып, кесіп, пішіп, тарату арқылы менің қақымды қайтарасыздар. Бұл дүниеде қайтармасаңыздар, ол дүниеде жаратушы, шексіз ілім иесі, шексіз құдірет иесі Алла алып береді. Біздің бұл лекцияларымыз танымдық, нанымдық, тарихи, саяси, геосаяси, ағартушылық лекциясы. Біз бір елдің патшасы болайық, президенті болайық деп жанымызды жеп жүрген жоқпыз. Біз қазағымыздың көзі ашылсын деп, көкірегі оянсын деп, көкірек көзі ашылсын деп, кешегі алаш арыстарынан қалған ұлттық ағарту күресін қайтадан қолға алушымыз. Ендеше соғыстың соңғы нәтижесі. Украина қорғаныс министрлігі таратқан 2024 жылдың май айының 13 күні, яғни 13 мамырдағы осы сізбен біз тірлігімізді жасап, шайымызды ішіп, қана ойлайлым деп осы 13 майда өткіздік бір күнді. Міне сіздер Қазақстанда 13 майдың түнінде сіздер. Дәл осы бір күні 13 майда Украина жерінде соғысып жатқан орыс әскері өзі таңғажайып тарихи көрсеткіш жаратқан. Яғни өлген орыстың саны рекордтық деңгейде 1740 адамға жеткен. Қайталап тұрып айтам, бұғанға дейінгі ақпараттарда негізінен Украина орта есеппен күніне 1000 Ресей әскерінің көзін жойып отырған. Жұрттың бәріне белгілі, мен ресейліктерді орыс дей салам. Бұл енді халықаралық стандарт бойынша. Олар тіпті Совет кезінің өзінде Екінші дүниежүзілік соғыстағы тарихи құжаттарға қарасаңыз, Russian дейді, бітті, болды. Совет одағының өзін олар Russian дейді. Неге? Ол оның тарихи атауы, бітті. Енді бұл 1740-тың ішінде мүмкін шерменде қанша яқут, қанша татар, қанша қазақ, Ресейдің қазағы, қанша шешен, қанша Ресей азаматтығын алған өзбек пен қырғыз бар. Бірақ бәрібір олар осы әділетсіз соғысқа қаласын қаламасын қатысты, өлді, болды, орыс болып өлді. 1740 адам өлді. Бұғанға дейін жалпы Украина жерінде өлген Ресей әскерінің саны 484.030 адам болған екен. Ал осы жолғы 1740 адам өліп, бұл осы соғыс тарихындағы екінші реткі жоғарғы деңгейдегі көрсеткіш болып отыр. Енді сонымен қатар
Украин тарапының жариялаған ақпараты бойынша осы 13 май Украин жерінде орыстың 31 танкісі күйреген. Бұғанға дейін 7485 танкі күйреп отырған. Ал және міне жерде дәл осы 13 май бір күнде Украин жерінде Ресейдің 42 қарулы техникасы күйреген. Ағылшынша Armored Personnel Vehicle дейді. Armored Personnel Vehicle, яғни қарулы жеке көлік, автокөлік, қарулы көліктер 42-сі күйреген. Бұғанға дейін 14417-сі күйреген. Дәл осы 13 майда артиллериялық система, яғни артиллериялық ату жүйесінен 15-сі күйреген, бұғанға дейін 12487-сі күйреген. Енді жаңағы бүгінгі күнге ешқандай анти-эйкрафт системасы, яғни әуе ұшатын ұшпазаттарға қарсы жүйе күйремепті, бірақ бұғанға дейін 797-сі күйрепті. Ал бұғанға дейін, мысалы, MLRS жүйесінен бүгін 4-еу күйреген, бұғанға дейін 1070-сі күйрепті. Ал әуеден ұшпа заттары, жалпы дроны бар, тағы басқасы бар, бұл 350 күйреген. Бүгін 350 күйреген. Ал ұшағынан 325 күйреген. Бұғанға дейін. Бұл санақтар бүгінге емес, бұғанға дейін. Тік ұшағынан 325, aircraft 350, яғни әуе ұшпа заттар. Ал бұғанға дейін, міне, 26 жаңағы UAV Operational Tactical Level'нен 26 күйреген, бұғанға дейін 9936 күйреген. Ал бұғанға дейін жаңағы зымыраны бүгін 3-еуі атып түсірді, бұғанға дейін 2197 атып түсірді. Ал бұғанға дейінгі күйреген кемесі 1-еу болды, бүгін күйрегені жоқ. Ал бүгін, мысалы, бүгінгі күйреген жаңағы жанармай құю сақтауыштары, fuel tanks дейді, және vehicles, қарулы көліктердің 59-ы бүгін 13 майда 59 күйреген, ал жалпы бұғанға дейін 16878 күйреген. Ал special equipment дейді, ерекше құрылғы, ерекше жабдықтардан 13 майда 6-ау күйреген. Бұғанға дейін 2048 күйреген. Ал бұғанға дейін суасты сүңгуір кемесі 1-еу күйреп болыпты. Оны бұрынғы кезде айттық. Жалпы бұл 13 май күні Украина қорғаныс министрлігі жариялаған ақпарат. Енді сіздерге осы ақпараттардың легін таратып отырып айтайық. Енді жұрттың бәрі айтады: ойбай, Ресейдің ақпаратында біз Харьковке шабуыл жасадық, Харьковтың шығыс солтүстігіндегі бәлен бекіністі алдық, түген селоны, түген ауылды алдық деп орыстардың аузынан көбігі ағып, ісіп кеуіп жатыр ғой дейді. Иә, орыс тілді Twitter, орыс тілді YouTube, орыс тілді жаңағы немнеден Одноклассник, Mail.ru, РИА Новости, ТАСС агенттігі, телеарна. Енді орыстар деген бір орай келді деп тура ісіп кеуіп жатыр. Ауыздарынан көбік ағып, тілін қайыстай созып, орыстар деген енді қырып жібердік, жойып жібердік, біз қаттырақ жел шығарсақ қара боран тұрады, біз жерді те қаттырақ тепсек жер сілкінеді деп жатыр. Дәл қазір орыстар осы деңгейде сөйлеп жатыр. Бірақ Украина бойынша Киевтен кейінгі екінші үлкен қала Харьков, тіпті екінші дүниежүзілік соғыста мәні бар аса тарихи қала болған Харьковке Путин аяқ астынан құтырынған деңгейде сұрапыл шабуыл жасады. Орыстардың сол Харьков маңындағы бірнеше елді мекендерді, ауылдарды бірінен кейін бірінің алғаны шын. Ол шындық. Бұл жерде екі нәрсені баса мән беріп айтуға болады. Ал осыншама сұрапыл шайқаста, осыншама сұрапыл өлім болды. Байқадыңыздар ма? Сұрапыл шайқас болды. Бүкіл күшін Харьковке шоғырландырды. Бұл жерде қарасаңыздар, Путиндікі тағы да сол совет кезінде мина көмілген жерге ура айғайлап, орысты, қазақты, қырғызды айдап салып, ана жерде жаңа жүгіріңдер деп мина көмілген жердің үстінен жүгірткені сияқты, сақылдап от шашып тұрған пулеметтен, оқ атып тұрған пулеметтің аузына ура деп мыңдаған қазақты жүгіртіп қояды.
сол 1000 адамның енді жаңағы 700-800 пулемет турап түсіреді. Жаңағы оқтар тесіп түсіреді. Содан тірі қалған 200-300 барып, жаңа қалың пулеметшіні барып өлтіреді. Бұл жердегі соғыс тактикасы не? Бұл ет соғыс, ет қасап соғыс. Қазір қызыл майдан, қызыл қасап, қанды қасап соғыс жүріп жатыр. Тактика сол екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі санның артықтығымен алу ғана. Тактика сол. Алдыңғы жолы Орыс пенен Қытай Қамастың қолы арқылы Израильдің дүние жүзіндегі ең озық әуе қорғаныс шебіне бір әуе сынағын жасады дедім. Қандай әуе сынағын жасады? Израильдің әуеден қорғанатын темір күмбез қорғаныс жүйесінің сыйымдылығынан артық деңгейдегі зымырандарды атқызды. Көрдіңіз ба? Сонда мына жерде мысалы, мына қаланың мына шетінде бір қорғаныс жүйесі, әне жерде бір ортасында бір қорғаныс жүйесі, шекаралық шептерде қорғаныс жүйесі бар. Әр қорғаныс жүйесінің мысалы бір жолда келгенде атып түсіретін бір уақытта, бір минуттағы зымыранның саны. Біз қарабайыр есеппен айтайық, нақтылы оның саны біз маман болмағасын білмейміз. Мысалы ол жүйелер қаншалық жүйе, әр жол қандай. Мысалы бір жолда ол 20 зымыран қатар ұшып келсе атады. Бірақ 21-ші зымыранды қатар ұшырса 21-шісін атып түсіре алмайды. Мысалы, дәл сол кезде олар 6000 зымыран атты. Оның атып түсірілмегендері кері жаңағы қалаларды қиратты. Тура сол сияқты бұл жерде әуе қорғаныс жүйесінің атып түсіретінін шегінен асырып жіберіп отыр. Көрдіңіздер ме? Жаңағы немістің соғысында алдыда жаңағы 20 пулеметші тұр. Әр пулеметтің оғы бар. Содан Асад әскерді ұра деп жіберткен кезде оның атылған оғы, әрбір оғы, бір оғы зая кетпей, бір қазақты турап, жаңағы жанын жалмап отырғанда, сонда қараңыз, әр пулеметші мысалы 300 адамнан атып түсірді дейік. Оның оғы әр пулеметте 300-ден дейік. Әр оғы бір адамға тиді дейік. Далаға аусай кеткен жоқ. Сонда енді есептей беріңдер. Олар сол әр пулеметшіге қарай ұмтылатын қазақты 1000 қылады ғой. Ана 300 атып түсіргенмен қалғаны бар ғой. Совет кезінде тура осы урамен алды. Сондықтан совет кезіндегі соғыста өздерінің совет мемлекет құламай тұрған кезде жариялағанда 24 миллион әскер өлді. Кейін совет құлағаннан кейін өлген адамдарды архивтері шешіп 27 миллион өлді деді. Мен қайсы күні сіздерге бұл ақпараттар жарияладым. Тура сол сияқты қарсы жақтың максимал шегінен асыратын, яғни адамды адам демейді, адамды мына өмір тіршілік иесі, бұның қатыны бар, бұның баласы бар, бұның ата-анасы бар, қарамайды, бітті ура дейді де салады. Бәріне бір адамның саяси амбициясы үшін. Және өте олақ, өте қатыгез, өте жауыз және өте нашар қолбасшы. Өте нашар ұйымдастырылған соғыс. Тура осы жолғы соғыста солай болды. Мысалы, Иран Израильге соғыс атқанда тағы да алдыменен қарапайым арзан дрондарын жіберді, ұшатын. $500, $1000 дрондарын. Оның артынан қанатты зымырандарын, оның артынан кәдімгі баллистикалық зымырандарын жіберді. Ал оның бәрінде алдын ала айтып қойды, мен жіберемін деп, алдын ала ескертіп айтып қойды. Сосын барып оны асықпа, Иранның зымырандарын, дрондарын, мысалы дронға, мысалы бар жоғы $500, $1000 дронға Израиль қателесіп, оның $1 миллион жаңағы зымыранға қарсы зымыран атса, обал кетеді ғой, обал кетеді. Оған сол дронға қарсы кәдімгі лазермен атқылайтын қаруларын, басқа пулемет, басқа атқыштарын жібереді, ал ана зымыранға қарсы зымырандарымен атып түсіріп отырады. Патриот күштермен атып түсіріп отырады. Тура дәл қазіргі Ресейдің Харьковке жасаған шабуылы, алдыңғы жолы Хамастың Израильге жасаған шабуылындай, Иранның Израильге жасаған шабуылындай, мына Қытайлар жоспарлап отырған біз Тайванға жаңа Баухы Гунжи қыламыз дейді. Яғни Тайванның әрбір түйір жеріне дейді. Ана жаңағы ана киім тіккендегі ана ине бар ғой, тақ шаншыған ине бүйтіп тігеді ғой, тақ. Сол сияқты Тайванның әрбір сүйем жеріне зеңбірек атамыз дейді. Тура сойтып, мысалы Қытайлар үнемі қоқанлық жасағандай, Харьковке жасалған шабуылда солай болып жатыр.
өлермен деніне шабылдар. Бірақ дәл осы сәтте украиндер таңғажайып тактика қолданды. Қандай тактика? Олар Харковтың шетіндегі кейбір мәні жоқ, мағынасы жоқ елді мекендер, жаңағы 100 отбасы бар, 200 отбасы бар, 300 отбасы бар жасайтын сол елді мекендерден шегінді. Сол жердің халқын күні бұрын жаңағы ауашалап алып кетті. Мына соңғы мода тілімен айтқанда эвакуациялап алып кетті. Халық бала шағасы кемпір шалы демей шегіндірілді. Ана ауылдарды тастап кетті. Ауылдар кәдімгі, көз алдыңызға келіңіз, советский ауылдар, ескі каркас үйлер, жаңағы ауылдың әкімінің үйі жарқырап тұр. Сол әкімнің тоқалының жаңағы магазині бар, басқа дым жоқ. Сол сияқты советтің үйлері бар ғой ауылдар, соны тастап кетті. Орыстар енді езуінен көбігі ағып, көпіршіп, аузы сабынданып, біз деген түген жерді алдық, ойбай деп жатқанда, енді Украин жаңағы ауылдарын біледі ғой. Сол орыстардың төбесінен, орыстар здравствуйте деп қалың зымырандарды жіберіп жатыр. Міне содан дәл бүгінгі 13 майда, кешегі 12 майда Харков маңындағы соғыста Ресейдің әскері қысқасы ана сарттың самса турайтын кезде ана қиманы турайды ғой, соғысап турап тастады. Міне сарттың самсасында қима болғандай болып, қима шимасын шығарып украиндер турап тастады. Міне арам өлді, міне арам өліп жатыр адамдар. Бір күнде өлген орыс, енді ойлап қалмаңдар, бұл Серікжанның орысқа жаны ашып қапты деп. Менің жаным ашымайды, ол екі бастан анық, ол менің жаным, ол ешқашан ашымайды. Бірақ енді бұның бәрінің артында бір ата-ана тұр ғой, енді соны ойлайсың енді. Бәрінің артында. Жаңағындай сұмдық сұрапыл соғыстан енді. Енді украиндердің бұл тактикасы орыстардың адамын өлтіру мәселесінде сұмдық нәтижеге жетіп жатыр. Ал орыс неге жетті? Орыстың онсыз да қиыршығы сақалыңға дейін ана Якутиясы, мына Қазақстанның солтүстігі, біздің ана Кереку, Қызылжардың солтүстігі жатыр ғой. Астраханның ар жағы жатыр. Игерілмей арам шөп басып, құрттап жатқан жер жетеді. Орыстың анау Харковтың маңындағы бірнеше жаңағы елді мекендерге, ауылдарға күні түсіп қаппа. Орысқа жер жетпей, жапон құсап, сиыспай сығылысып жатыр ма екен, Англия құсап? Жоқ. Бұл жерде Путиннің сасық арманы ғана бар. Путин Ресейдің жерін кеңітіпті дейтін. Міне бұл әлі де жермен ауыратын, империяшілдікпен ауыратын тарихтан қалған бір ауру. Қытай тарихында Қытайды байытқан, дамытқан, өндірісін өркендетіп, халқын соғысқа салмай, оқу ордаларын ашып, медреселерді, яғни оқу орталықтарын ашып, жаңа неше түрлі бір дамыған мықты, тіпті өнерпаздар көп шыққан, ақын жазушысы көп шыққан, халық байлықтан тіпті түнде есігін ілмейтін болған дейтін бір замандар болғанда, тарихта сондай патшаларды Қытайлар тым ұлықтай бермейді. Бірақ оны өте бір сирек кезігетін жаңа тұлғалар осы патшаның кезінде халық осыншалық деңгейде байып еді, осыншалық деңгейде өркендеп еді дейді. Ал мына Қытайдың соғыспен көзін ашқан, айналасында халықтарды қырып тастап, жерін алуды арман еткен тобырлық санадағы пақырлары не дейді? Тарихтан бері кім Қытайдың жерін бір сүйем кеңітсе, сол патшаны ұлықтайды. Орыстарда да сол. Орыстарда да орыстың жаңағы 12-де бір гүлі ашылмай, 18-20-ға толар-толмай, жар құшағын, жар махаббатын сезінбей, әке болып бала иіскеп, жаңағы рақаттанбай, тіпті ата-анасына бір балалы қызығын да көрсете алмай, өліп, арам кетіп жатқан, арам өліп жатқан жігіттерінің санын, миллиондаған орыстың санын, бұл жерде орыстың не бір интеллигент, не аталмыш великий алқаш ақыны, немесе бір аталмыш бірдеңкесі айтпайды. Олар жаңағы халқын қынадай қырып, қан қақсатып. Ойлашы, бір отбасынан бір өлім шықса, сол отбасы қуана ма? Сенің жерің кеңіді ма?
Ана Сахалиннің ар жағынан, мысалы, Сахалиннің жанынан оңтүстігінен солтүстігінен бір адам бармайтын, жыл 12 айдың 12 айында қар құрсанып жататын бір аралды басып алдың, қынадай қырып отырып. Ал содан сен жерінге еңгідің бе, қазақ айтады. Міне тобырлық сана. Тобырлық сана. Міне сөйтіп орыстар қарқып болып жатыр. Қысқасы орыстар қарқыпты алды, ойбай деп, қарға құсап, қарқылдап, құзғын құсап, сұңқылдап жатқанда төбелерінен қаймарыс қаулайлым деп ән айтып кеп, орыстардың бәрін жаңағы Ленин аталарының қасына жіберіп жатыр енді. Ленин аталар, ой, не болдыңдар деп ана жақта байбалам салып жатса керек. Қысқасы, орыстар біз великий русский народ, біз Харков наш дей бергенде, тас деп төбесінен ұрып жатыр. Қысқасы, мәссаған деп жатыр. Сөздің ішіне 13 май бір рахаттанып отырып 100 грамм ішіп қоятындай күн болды. Ескерту, қымыз халал, халалынан. Міне, бұл соғыстағы үлкен нәтиже. Мен енді жұрттың бәрі біледі, бұл жерде қайталамасам да болатын еді. Харковтағы соғыс маған екінші дүниежүзілік соғысты елестетіп жүр. Сондықтан мен бір нәрсені қайталауға мәжбүрмін. Мен қайсы күні тауда демалып жатып, бір ақпараттарды іздедім, салыстырдым, өзімше бір ғылыми салыстыру жасадым. Мысалы, менде қанша әскер өліпті дедім. Бұл World Atlas, дүние атласының, бұл енді World Atlas деп Google-ден іздесеңіздер шығады. Сонда дүниежүзінің екінші дүниежүзілік соғыстағы өлген адамдардың статистикасы. Here are the countries which is the highest number of deaths in World War II based on World Atlas дейді. Мына жерде World Atlas-тың санағына негізделіп, дүниежүзілік екінші соғыста өлген адамдар саны бойынша жоғарғы деңгейдегі мемлекеттердің тізімдігін бердік дейді. Мен бұны скриндеп Атажұрт WhatsApp каналында салдым. Soviet Union дейді, 24 миллион. China дейді, 19 миллион 500 мың. Естеріңізге салайық, екінші бір дерек көзінде China 17 миллионнан 34 миллионға дейін деп айтады. Мына жерде World Atlas орташа саныменен 19 миллион 500 мыңды алып отыр. Үшіншісі Германия 7 миллион 700 мың. Польша 5 миллион 600 мың. Dutch East Индонезия дейді. Бұл Индонезия, бұрынғы жаңағы Дачтың шығыс Индонезиясы 3 миллион 500 мың. Жапан 2 миллион 850 мың. Индия 2 миллион 87 мың. French Индочина дейді. French Индочина. Франция бақылауындағы Индочина. Бұл ол кезде Камбодия, Лаос және Вьетнамды алған. Бұлан жаңа 1 миллион 200 мың. Югославия 1 миллион. Романия 833 мың өліпті дейді. Бұл енді World Atlas'тағы сандар. Енді мен сосын ары қарай Google-ден іздедім, және анау екінің бірі қалаулайлым деп жазғаның ақпарат емес. Дүниежүзілік әлемге әйгілі ғылыми зерттеу орталықтары, институттардың жазған ақпаратына негізделіп, мына сан цифрларды түйіндеп шықтым. О, бірнеше ондаған сайттардан. Енді ортасындағы орта мөлшерін аласың ғой. Соны жазап шығыпты. Екінші дүниежүзілік соғыста Англиядан өлген әскердің саны 384 мың екен. Ал қалқы 70 мың өлді. Бұл қалқы 70 мың көбінде жаңа Германия, Лондонды бомбалаған кезде өлді. Ойлаш, 384 мың әскер өлген. Жарты миллионға жетпейді. Қалқы 70 мың өлген. Қарапайым халық. Қарапайым тіршілік етіп жүрген, сіз сияқты, біз сияқты таксист болып жүрген, жаңа шайын ішіп отырған мұғалім, доктор, қарапайым жаңағы кемпір, шал, бала шаға 70 мың ғана өлген. Өлген әскер 384 мың. Ал Совет одағы 24 миллион. Екінші деректе 27 миллион. Неге? Ресми әскер өліп қалды. Ауылдағы сенің көкеңді, менің көкемді алып кетті. Ауылда мал бағып жүргенде, егін егіп жүргенде, отан үшін, ант үшін, Сталин үшін, нан үшін деді де алып кетті, бәтті. Ана бейшарада таңдау еркіндігі болған жоқ. Соны барды, жаттықтырды ма, бір құра мынау қару деді де, о бейшара өмірінде жаңағы ет кесетін пышақтан басқа қару ұстап көрмеген,
қаруы қамшы немесе кетпен күрегі болған бейшараны сол жаттықтырды ма 2 күн ба 3 күн тю үйретті, болды, алдыға салды. Ол неге? Ол ең ауыр азапты жұмысқа керек. Ол бар сұмдық болып, тікұшақ айдап, тәңкі айдап, жаңағы неше түрлі жоқ, ана бомба тас, ең қауіпті бомбаларды тасисың, ең анассызда, қақаған аязда, ана жерде жаңа жұқа киіммен барасың. Мен қайсы күні бір оқырманым жазып жіберіпті. Атам дейді, терішіктерменен, ана пималарменен, бәленбай киім кешегіменен барған дейді. Сөйсе атамның жаңа пималарын дейді, қыстық, ана аяздан қорған терішені алды да бір генералға кигізіп қойып, атама жаңа мақталы сәбеттің жұп-жұқа киімін беріп қойып, содан атасы суық тиіп ауырыпты соғыста. Сол сияқты міне. Енді ойлашы, 384 мың адам менен 27 миллион адамды салыстыршы. Сәбет сөйтіп соғысқа 27 миллионды өлтірді. Не деп өлтірді? Ура деді. Дәл қазіргі Путиннің есер соқты. Ура деді. Ура дегенде германдар тура деді. Тура. Әзірде Путин ура деді. Оған Зеленский тура деді. Сол ура дегенде турап жатыр міне. Тура ет қасапқан қырш. Орыстың көк көз ұлдары, Яқұттың сығыр көз ұлдары, оның ішінде қазағы бар. Анау жұмыс кезінде барып, жаңа Ресейде жұмыс істеп, содан орыс қатындардың жаңағы екінші күйеулері болған қырғызы бар, өзбегі бар, тәжігі бар. Оларды да ура деді. Қолында Ресей паспортыға айдады. Татары бар, шешені бар, кіндігіне сақал түскен шешен жаңа шертен етіп, ол да ура дегенде тура деп турап жатыр міне. Қарқыпты дәл қазір міне осындай соғыс болып жатыр. Енді қараңдар. Совет одағының 24 миллион, соңғы деректер бойынша 27 миллион әскер өлді. Америкадан өлген әскер 407 мың ғана. 407 мың Нормандиядан құрлыққа шыққан Америка әскері. Анау жаңа Перил Харборда Жапониямен соғысқан Америка әскері. Еуропада Германияның жартысын азат қылған Американың әскері. Францияны азат қылған Американың әскері. Соның өлген әскерінің саны 407 мың ғана екен. Ал қарапайым халықтың өлгені 12 мың екен. 12 мың. Әскери тәрбие көрмеген қарапайым халықтан 12 мың ғана өліпті. 407 мың әскер. Англиядан 384 мың. Яғни Англияныкі де 400 мың мөлшері, Американыкі де 400 мың мөлшері. Сонда жарты миллионға жетпейді. Ал Ресейден 50 есе артық адам өлген ғой. 50 есе. 50 есе. Әр америкалық өлгенде 50 сәбеттік өліп отырған. Әр англиялық өлгенде 50 сәбеттік өліп отырған. Ал тіпті Германиянікі небәрі 7 миллион. Сонда сәбет 4. Әр неміс өліп отырғанда 4 сәбеттік өліп отырған ғой. Міне. Ал енді қараңдар. Америкадан 407 мың. Қалқы 12 мың. Ал Германиядан әскер ресми тәрбие көрген әскер 5,5 миллион, ал 1,8 миллион қарапайым халық өлді. Жапониядан 3,1 миллион адам өлді. Ал тұтас Жапон халқының бұл ұшақ пайызын ұстады. Италиядан 301 мың әскер өлді. 150 мың халық өлді. Ал Францияның өлген әскері 212 мың болды. Қытайдікі 14-35 миллион. Бұл жерде Қытай неге арасы сонша айырма? Біресе 14 миллион дейді, жаңа 19 миллион жарым дейді, мынада 35 миллион. Ол заманда Қытай малдың ар жақ бер жағы ғой, ол екінші дүниежүзілік соғыста. Одағы статистика, санақ, мында ауыл бар, сен мына ауылдың халқысың, санағың қанша, орталық өкімет жоқ ол. Жаңағы сол мөлшерлеп шамасы. Бұлар өзі құрт құсап, шығын құсап, құжынап жатқан халық, сол мөлшермен сол 17 миллион жаңағы не 34 миллион дейді, бір секірген екі еселеніп отыр да. Міне. Ана бір Туканың күлдіргісі бар еді ғой жаңағы. Ой, жаңағы 5 жылқы сойып тастады дей ма, Туканың бір күлдіргісі бар еді ғой. Артынан 10 жылқы сойды. 20 жылқы сойды дей ма, Туканы секіреді ғой ары қарай. Жаңа бір басына түлкі тымақ киіп ап, мына құлағына ма бір деңесіне жаңағы бір түлкіні асып ала ма, домбырасына түлкі асып ап, бір тука шығушы еді ғой. Сол күлдіргісі, сондай бір күлдіргі бар. Тура сол сияқты, ана Қытайды да былай да 17 миллион өлді ғой деп. 19 миллион өлді, бір секіргенде 2,5 миллион, 34 миллион өлді. Міне, мына Қытайдың сол заманда дамымай артқа алған дүлейлігі соншалық мөлшермен не 17 миллион, не 34 миллион өлді дейді. Бір секіргенде екі еселеніп кетеді. Ал елдің
Елдің мына санағы бар, дамығаны бар, кім қайдан өлді, неден өлді, міне халқына дейін санап отыр. Тіпті мына Англияда өлген қарапайым халыққа тағы бір артық плюс 2000 адамды қосады екен. Олардікі де сол соғыс зардабы себепті жаңағы бір себептерден соғыстың қосалқы зардабынан өлгендіктен оларды да соғыстан өлді деген қосуға болады деген сияқты. Міне дамыған ел өлген итім мысығына дейін міне өстіп жаңағы алып қояды. Міне көрдіңіздер ме? Ал дамымаған ел сол миллион қырылып жатыр ма, оны қарап отырған ешкім жоқ мысалы. Мен мына жерде осы ақпаратты айтып отырмын. Дәл қазір Харьковтегі соғыстың сипаты тура осы міне екінші дүниежүзілік соғыстағы осы соғыспенен бірдей болып отырғандығын мен сіздерге айтып жеткізіп жатырмын. Енді бұл жерде қазір Украина, енді мен бір қызықты айтайын. Осы 10-шы майдың, 9-шы майдың алдында бәріміз үміт еттік қой, шіркін ай, бір сюрприз. Ағылшынша айтқанда surprise. Қазақстанша айтқанда сюрприз. Мына қазақстанша деп қоямыз де мысалы. Ағылшындар children дейді, қазақстандар children деп мектепте мұғалімдер оқытып жатыр ғой, балалар дегенде children деп жаңағы. More and more деп ағылшын мұғалімдер сабақ өтіп жатыр ғой. Тура сол сияқты more and more деген. Сол сияқты міне қазақстанша бір сюрприз бола ма деп 9-шы майда күттік қой. Мен өз басым күттім. Таспиқ тартып кетуге аз қалды мен. Мына кім Тоқаевы бар, мына Орта Азияның қанішер сарты кім еді? Мирзаев те барыпты. Мен өткенде өзімше Мирзаев бармайтын болды деді. Онға дейін оның хабары шықпаған. Мен соңғы хабарымды жариялайтын кезде анау 9-шы майдан 2 күн. Мен айттым, ана сарт, қу сарт екен анау баяғы. Қанша айтқан мен тиынның үстінде тік тұрып шыр айналған сарт қой. Ана сарт қу екен, мына өзі соғысып, өзін-өзі қорғай алмай жатқан орыстан пайда жоқ деп анау бармайтын болыпты, анау қу сарт екен десем, ол топас сарт екен, Жаңағы Путин бір, бергел бір, жаңағы бір самсала келші, мен саған бір рубль берем деген бекен, сол қойнына самсасын салып ап, ана сарт алақтап, екі көзі алақтап, жаңағы далақтап шауып барыпты. Сонда мен ойладым, 9-шы майда. Сол қанішер Тоқаев, мына сарттың қанішері Мирзаев бәрің анау. Сонда қырғыздың ақымақ орысшылы, мына Мәскеу десе бүйрегі жүріп, Мәскеуге барып, Қызыл алаңға барып, қажылық жасайды, мына қырғыздың Садыр Жапары. Сол бәрі, ода мына тәжіктің есер соғы, мына түрікпеннің есер соғы. Солар барғанда тұрып, Путиннің қасында тұрып, мәз болып, ана құдайларының қасында тұрып, 9-шы майданда паратты көзден кешіріп жатқанда, ай шіркін, ай бір қаймарыс кеп қақ төбелерінен ұрса қой деп тіледім енді бар ғой. Тілегенде қалай тіледім енді айтайын. Оны енді мына діннен сауаты бар ел түсінеді, діннен сауаты жоқ ел оны түсінбеу мүмкін. Ояғы біздің мына шариғи қиссада бала күнімізде атамыз айтатын, анау үңгірде қамалып қалған 3 жігіттің әңгімесі деген болатын. Біз сол кезде бала күнімізде естіп жатып, соны естіп жатып ұйықтап кететінбіз бала күнімізде. Сол үңгірде қалған 3 жігіт, сол қараса олар бар үңгірге кіреді, содан бір кезде таудан домалап кеп, дәу түйедей тас кеп үңгірдің аузына кептеледі де қалады екен. Не итере алмайды, не қаза алмайды, тасқа тас кептеліп қалып үшеуі енді сол үңгірдің ішінде өлгелі қалады екен ғой. Енді өлімнен басқа ештеңе жоқ. Содан енді үшеу мүмкін емес, ана тасты сөз тепкіле жаңағы мүмкін емес енді. Содан үшеу Құдайға жылайды екен ғой, әбден шарасыз қалғанда. Сон біреу айтады екен, біз енді осы өмірімізде осы бір жаратушының разылығы үшін істеген бір сауапты ісімізді айтып, Құдайдан, сол сауапты ісімнің сыйлығы үшін мына тасты жылжытып бізді құтқаршы деп жалынайық дейді екен ғой. Сонда сөйтіп үшеусі өздерінің өмір бойында жаңағы Құдай разылығы үшін істеген істерін айтып жалбарынады екен. Біріншісі жалынады екен, тас сәл саңылау ашып ауа кіреді. Екінші жалбарынады екен, сәл ашылып, үшінші жалбарынғанда тас ашылып, үшеуі шығыпты деп жаңағы атамыз айтатын ғой, біздің атамыз. Тура сол құсап мен де жалбарындым ғой. Ей жаратушы Алла,
Ай, мына қанішерлер Мәскеуде жиналған кезде, ой, ана қалың қазақты Мәскеуде Қызыл алаңда жинап, бейшара қалың бізді қарапайым момын аңғал қазағымыз, шарасыз қазағымыз, бейшара қазағымыз, таңдау жоқ қазағымызды Қызыл алаңнан алып тура алдыңғы шепке айдады. Мына қанішер орыс бәлен ғасыр айналасын, солтүстігіндегі фин, шведтен тарт, шығысындағы Жапон, Корейге дейін, оң орталық Азияда қазақ, өзбек, қырғызды қынадай қырып, қарақалпақты қырған, Оралда мынау бүкіл Кавказдың айналасын қан сасытқан мына қанішер орыстың қақ төбесінен 10 майда тура парат өтіп жатқанда бір зымыран жіберші, ой жаратушы Алла деп сұрадым мен. Жасырмайын, мен сөйтіп сұрадым мен. Түнде тахажүдқа тұрдым, сұрадым. Сол қанішерлерді бесеуін сол жерде тура бір зымыранды тура қақ тура Путиннің төбесінен түсіріп, ананың көлеңге күшір сөйтіп бүкіл осы зұлымдардың көзін құртшы деп тұрып алып тұрып тақажүтқа тұрып тура тізем тесіліп қалғанша сұрадым, жалбарындым. Сөйтіп сұрадым, міне жасырары жоқ, сұрадым. Сөйтсек, ол күткен сюрприз болмады. Сұрадым. Ай, ана Қырымдағы Керіш көпір деген көпірді жарып жібер, сосын кезінде Путин сол көпірді салып алып мақтады, өзі көлікті жүргізіп, мына Қырымды міне Ресеймен жалғадық деген. Ай, соның сол қуанышын күл талқан қылшы су сепкендей баш. Ай, мына орыстың сасық көкірегін, басшы мына сасық көкірек, есер соқ, кеудем соқ, қанішер, сол ата бабасы қанішер болған қанішерлердің тұқымдарын, мына өзгенің қақсын жеп, адамын өлтіріп, жерін жаулап, байлығын тонап отырған, осы күнге дейін міне бізді қырғында ұстап отырған, қанды қаңтарда қанды қасап қырғын жасаған орыстың сасық көкірегін баш, мысым башы ішкі берекесін кетірші, жүректерін үрей алашы, ой Алла деп жалбарынып сұрадым. Содан 10 май өтті міне. Жоқ, сюрприз жоқ. Сюрприз жоқ. Осы сағатта Гуглды қарап, жаңағы Гуглды қарайым, 1 сағат бұрынғы хабар дейін, Нью-Йорк Таймсты қарайым, жаңалайым жоқ, Вашингтон Постты қарайым жоқ, жаңалаған, BBC-ді қарайым жоқ, осы Әл-Жазира жазушы Әл-Жазираны қарайым жоқ, Daily Mailді қарайым жоқ, ой, қарайым кеп жоқ, CNN-ді қарайым жоқ, содан енді. Қысқасы өлең шығарып кеттім ғой, өздеріңіз білесіздер, жаңа көз талды Қырым жаққа қарай, аман бол бізден қалған бақша сарай, Жасылбай қаймарысын қолда болса, бөтенді қақшеден ұрда жарай деп өлең шығарып кеттік қой. Өлең шығармайды, мына қысылғанда өлең де шығарып жібереді екенсің ғой. Қысылғанда өлең шығарып жібереді екенсің. Сөйтсек, ол сюрприз біз күткен Қызыл алаңда Кремльдің төбесінен зымыран ататын сюрприз емес. Мына Қырымның Керіш көпірін жаратын сюрприз емес, Қаркөптегі сюрприз екен. Міне қазір Қаркөптегі қырғынның күшті болғандығы соншалық бірнеше селоны алдық деп өзінше орыстың жаңа пропаганда медиасы, өтірік медиасы орыстардың миын жуғаны менен қазір Твиттерде орыстар осы қанды қасап қырғын, мына адам өлімі қай уақытта тоқтайды, өстіп арам өле береміз ба деген әңгімені айта бастады. Мен бұны шын мәнінде орыстардың ана топас миларына бір сәуле түсті деп ойлаймын. Сәуле түсті деп ойлаймын. Алдын ура деді, барды, туралып қалып жатыр. Уралап барады, туралап қалады, уралап барады, туралап қалады міне. Бітті сонымен. Ал ана жақта Кремльде отырған есер соқтың саяси арманы түгел міне. Енді орыстар осыдан ақырын адам болатын сияқты. Сондықтан мені тыңдап отырған осы кісілерге айтамын. Міне қазір 1350 қазақ отыр екенсіздер. Ой, сіздерде дегенің түнгі сағат 12 болайын деді. 12-ге 18 минут қалды. Міне тыңдап отыр екенсіздер. Мына орысша білсеңіздер, орысша болмаса жаңағы менің орысшамнан сәл жақсы болса болды. Жаңағы орыстарға жіберіңдер, арам өліп жассыңдар, есерсоқ, великий русский народтың великий алқаштары, великий топастары, великий жезөкшелері, естеріңді жиыңдар деп, мына ішкі жағынан олардың ымырасына қарай
жаңағы сызат жіберу керексіздер да. Ішкі жаңағы ымыраларын бұзуға тырысу керексіздер. Ана орыстың желілеріне кіріңіздер, ана VPN-ді қолданып алыңыздар да, орыстар жазатын өздерінің әлеуметтік желісі бар ғой, соның астына бұрқыратып жазып тастаңыздар. Бұрқыратып жазып жаңағы комментарий жазатын ана сайттардың астында комментарий жазатын жеріне бұрқыратып жазып тастаңыздар. Енді осы тыңдармандардың денің орысшасы менен жақсы ғой, мен оған сенімдімін. Міне. Ал енді бұл қызық болғанда мынандай бірнеше жағымды жаңалық тағы айтамыз. Бұл қазір Сорокинода орыстардың бір қару жарақ сақтаған қоймасы күйіп кетіпті. Оған сол Американың ATAC емес, орыстар айтатын атакмысы түсіп, әлгі жоқ болып кетіпті. Бұл енді Луганска. Енді сонымен қатар жаңа Старый Оскол деген жерде мұнай сақтайтын үлкен база отқа ораныпты. Ал сонымен бірге мынау Елецкая деген жерде 500 киловаттық үлкен электр подстанциясы ол жоқ болып кетіпті. Электр подстанцияны Украинада қиратып жіберген. Бұл электр подстанция, бұл енді орыстар үшін өте маңызды жер екен. Ал тағы бірі K-52 тікұшағы жойылған. K-52 тікұшағы. Бұл енді қазіргі орыстар осы жаңағы 1700-ден артық әскер жойылды ғой. Бұнымен қатар бұлар 73 бронды техникасынан айырылған, 59 дана жабдықтау транспорттық техникаларынан айырылған. Міне, өстіп орыстар қазір техникаларынан да айырылып жатыр. Ең маңызды жаңалықты сіздерге айтамын деп соңына қалтырып қойыппын ғой. Ол қорғаныс министрі Белоусов деген орыс бопты. Енді Шойгу қауіпсіздік кеңесінің хатшысы бопты. Патрушевтің орнына барды. Енді осы туралы мен осы әлгінде ғана сіздерменен осы лекцияны сөйлеймін деп дайындалып отырған кезде мен бір маңызды Аль-Жазираның сараптамасын ерінбей оқып шықтым. Аль-Жазираның сараптамасын. Бұл Шойгу өзі арғы-тегі қалмақ. Беті жалпақ, көзі қысық. Бұл тіпті армияда болғанда сол өмір бойы бұғы бағып кетті. Бұның әкесі бұғышы болған екен, бұл өмірінде дұрыстап қаруды ұстап көрмеген сүмелек. Бұл Шойгу Путиннің сол соғыстағы жаңа қорғаныс министрі болатындай, бас қолбасшы болатындай, бұның несі бар дегенде, мына дара билеуші елдерде, орыс сияқты, Қытай сияқты елдерде адамдарды оның біліктілігіне, сол саланың маман екендігіне, немесе қандай да бір басқару қабілеті барлығына қарап қоймайды. Естеріңізде болсын. Дара билеуші елдерде адамдар басшыға, яғни патшаға адалдық категориясы бойынша қызметке отырады. Шойгу Путиннің нағыз адал құлы болды. Путин өзі, білесіздер, бұл шоуғұмар, бұл даңғой есерсоқ болды. Бұл әгі уколды салып-салып, мына кеуде бұлшық етін өсіреді. Қазір мына укол дейтін нәрсе бәле болды ғой қазір. Мына қыздар еріндеріне ұрып, қазір бүкіл қазақтың қызының ерні бүйтіп шүршиіп, өз анау Инстаграмда бүйтіп өздігінен шығады, жарнама беріп қояды екен о бәлелер. Ана қызына қарасаң да ерні дүрдиіп тұр, қара зеңгінің қызы сияқты, сыртына айналып кеткен де бүйтіп. Мана қызына да қарасаң ерні дүрдиіп тұр, ой, баяғыдағы біздің қаймақ ерін қыздар қайда? Жоқ. Қазір бәрі дүрдиіп ісіп кеткен ерінде. Сөйтсек бұл укол салып, бұл сірмейтін жері қалмапты ғой, қазір укол салады екен. Сол біттікен бәрі, содан жаңа. Мана не бір пұшық қыздар балушы еді ғой, тыныс алуға деп екі жаратушы Алла бір екі труба салып қойған жеріне. Сол пұшық қызыңдың бәрі біз деген, былай түріне қарасаң, енді мұрын деген, енді қазақтың мұрыны, мына біздің мұрнымыз ең, біздікі де міне сүйек мұрын ғой, бірақ еті бар, міне, ет мұрын. Енді қазір ана қыздарың тура бір қырым, кәдімгі, сән түсіне дейін кетпеген қыр мұрын енді. Қазір бәле болды ғой.
Путин де сол уколды. Мына біздің қыздар еріне салатын уколды Путин кеудесіне салады дегенде, мына кеудесін бүйтіп сүндіріп абыла. Төрт етіп Путин дегенің, мына білек құра деген мына. Қазір мына ана шыныққан кезде қазір жаттықтыратын болды ғой. Қазір неше түрлі өтіріктен оны не дейді анау? Белок тақпады. Белок дейді, атасының басы белок па? Қай бұлшық етіңді жуандатасың? Мына бұлшық етіңді ма, мынаны ма? Жоқ, мынаны етіңді ма? Соған укол салып тұр, белок ішкізеді. Содан ана жаттығасың ана. Енді салған бұлшық етің өседі де. Оны салып қойып жаттықпасаң болмайды екен. Салып қойды екенсің де, одан көтер дейді екен, көтереді екенсің. Анан бүйтіп біреуін бүйтіп нетіп қояды екен. Соны укол салып қояды екенсің. Сосын сол кемініп сінеді екен. Мынау спортшы, мынау соңғы кезде киноға түсетін жігіттер бар ғой, бұлшық еттер ойнап тұрған. Оның бәрі табиғи жаттығып, табиғи укол салмай, жұдырықтасып немесе сөйткен емес. Кәдімгі ол ана адам денесінде 600-ден артық бұлшық ет болады ғой. Мына бір бұлшық етіміз былай қабаттап. Кәдімгі малдың еті сияқты ғой. Екінші бұлшық ет былай келеді. Үшіншісі былай келеді. Соны ана ұрады екен. Қай жеріне қайсын ұрып сіреді. Путин де сөйтіп сіріп ап, мына білегін сіріп ап, кеудесін сіріп ап, Путин де жаңағы жалаңаштап кеудесін аттың үстінде мініп Путин. Содан суасты сүңгуір кемесіне мініп суасты. Одан жаңа тағы неміне ана дүзюда ма, тайконда ма бірдеңе барады. Ана орыстар Путин бите бергенде құлап қалады. Сөйтіп Путин өзін бір былайша айтқандай, бұл не дейді? Бұл шизофренизм. Бұл шизофрендік, бұл ауру. Мысалы мен ешқашан жаңағы Стейлон, Шварценеггер сияқты болып, бүйтіп күржиіп, кеудемді кәріп, талтаңдап екі қолтығыма кірпіш қыстырмағандай бүйтіп шермеймеймін. Мен оны мен мақтанам демеймін. Менің бүкіл сенгенім осы басым. Құдай берген тілім, басым, көзім, ана бала күннен жаңағы атаның тәрбиесі, әкенің тәрбиесі, білім болды. Мен ана бұлшық етіммен мақтанып, кеудемді сіріп, мен онымен мақтанам. Мына есерсоқ Путин, ол жаңағы ана лаңғада шоу, ана халық тобыр ғой. Какая мужик. Красавчик деп. Сол орыстар енді. Ана деңгей сол да. Ана мемлекетті басқаруға ананың бұлтыңдаған бұлшық еті керек жоқ қой. Ода мынау дұрыс болса болды ғой. Мынау мен басқару керек қой. Мүмкін шынашақтай шал, бірақ мынау дұрыс. Бүкіл бір елді шырғиырып басқарап. Мына Байден шал ұшаққа шығып бара жатып бір құлайды, ұшақтан түсіп келе жатып баспалдақта бір құлайды мысалы. Жиналыс залдарында өткенде жаңағы бір армияның ба бірдеңенің жиналысында болып, жерге шалың екпетімен түсті, бірақ тұрып алды мысалы. Бірақ енді бір үлкен Америка деген әлемдегі бірінші елді шырқиырып басқарып тұрған Ресейде. Біздің ата жауымыз орыстың тура езуін тіліп разы болып, мен қазір енді дұғама қосатын болдым. Құдай мынау Джо Байден шалды аман қылшы. Осы Байден шал аман болып, осы шал мына орыстың түбіне жетіп тоқтасыншы. Оғанға дейін күш бер, қуат бер деп сұрап жүр міне. Көрдің бе? Енді жаңағы кім шойгу? Ана лаңғада Путин есерсоқ. Енді о бейшара Путинді түріне қарасаң да, орыста екі ағаласа бар дедім ғой, бір Ленин, бір Путин. Екеуде иін өзі. Екеуде өзі бойлары бір қарсы өзі. Көздерін бүйтіп сүзіп алып, бүйтіп жаңа сүзеген бұқа құсап қарағандары жаңағы өздерін жүргенде бүйтіп нету, білесіз ғой енді. Бұл неме? Бала күнде мектеп кезінде таяқ жеп өскен неме, өзіне сенімсіз. Сосын үнемі жаңағы бір мықты жігіттерді жағалап, ағатай, көкетай, ананы айтып берші, маған тиіспеші деп үйренген сүмелек. Мына дүниеде күшті болып өспеген, әлсіз болып өскен адамдарда өзі сондай бір жауыздық болады, естеріңізде болсын. Ол біреуді ұрайын дейді, ұра алмайды. Бөзек қылғысы келеді, бөзек қыла алмайды, соққысы келеді. Бірақ оған мүмкіндік тиіп қалған кезде енді ол аямайды ешкімді. Ал бала күніне мықты болып өскен, айналасына дес бермей өскен, шыққан отбасыдан мықты, ондай адамдар мейірімді болады, елге бергіш болады, әлсізді қорғағыш болады. Жаңағы жылап отырғанның көз жасын сүрткісі келеді, жетімнің басынан сипағыш болады. Ал анау сияқты сүмелектер ол бала күнінде көрмей өсті.
Мейірімді де көрмей өсті, күшті де көрмей өсті. Ол үнемі көрген қорлық. Енді оған мүмкіндік, яғни пауыр, билік дегенде, ал енді айналасына зұлымдықты бастайды, синдром қылады. Назарбаев өзінің 15 жасына дейін қарны тоймағандығын кітапта жазды. 15 жас деген жігіт болатын жас. Қазақ 13-те отау естейді. Бұрынғы қазақ баласы 13-ке келгенде қатын алып беретін. Назарбаев 15-ке дейін қарны тоймағандығын кітабында жазғанда, әй мынау жарымаған, тұқымы жарымаған неме қалай болады деген сол кітапты оқып. Сол нақ болды міне. Өмірі тоймай кетті ғой. 15-не дейін қарны тоймаған Назарбаев міне жер шарының бірінші байы болып, бүкіл қазақты 30 жыл тонап, 30 жыл тонап бүкіл қазақты. Тағы тоймай отыр ғой. Міне. Назарбаевтың әулетін Тоқаевты не тойдырады? Топырақ тойдырады. Топырақ. Көздеріне топырақ құйылғанда тояды. Басқа ештеңке тойдырмайды. Мына Шойгуды айтып отырмыз. Бұл Шойгу сол бұғышы болған, адал болған, ләббай бегім деген қысқасы. Путин жаңағы дорогой Шойгу, мен енді орысшамда күлмеңіздер. Сегодня вечером я хочу ваш жена десе Шойгу окей дейтіннің өзі болған ғой, қысқасы. Бүгін түнде мен орысшам қате болса кешірім өтінемін. Сегодня ма, сегодня ма, в деп оқиды деді ғой деймін баяғыда. Сегодня. Міне, ол қысқасы сондай қатыныңды бер бүгін түнге десе беретін сүмелек болған ғой. Содан сол адал болған. Сон бұл Тоқайға жаңа Тоқай дейм ба, Путинға. Бұғы керек болады. Анау бұғышы. Енді білесіздер бұғы дегеннің неге керек екен. Путин өзі әлсіз, мысалы. Путин өзі әлсіз. Бейшара жетіспейді бірдеңке. Содан жаңағы сол қанына шомылдырып, сол баяғы. Ана бұғының мүйізін қағып ап, оны дәрі қып беріп енді. Путин жан мынаны ішсеңіз жарап қалар мекесіз енді деп баяғы. Ана бейшара сорлы өзі тумысы әлсіз неме. Содан мұн жағып қаған ғой. Ана жағып қаған. Ол тіпті қару ұстамаған неме. Енді өстіде міне қазір бар 500 миллион орыстың өліміне себеп болатын соғыста бірінші сол соғыстың тағдырын шешетін Путиннен кейінгі екінші адам болып қалды. Қазір оны алып тастап орнына не біреу қанын ішіне тартып сұрланып отырған өстіп. Тағы бір сүмелекті қойыпты. Енді қазір менің білгенімде Путин Шойгуден алаңдай бастады. Диктатор алаңдай бастады. Неге? Шойгу тым көп нәрсені шешіп кетті. Тым көп адамдардың өмірі мен өлім мәселесін шешті. Адамдар Шойгуға жалынатын болды. Ана менің баламды әскерге жібермеш. Алсаң да артқы жақта жүрсін, соғыстан 200 километр алыстағы шепте. Алда жібермеш. Анау жалынатын болды. Шойгудың ықпалы арта бастады, қарапайым. Орыстың әскерлерден кетіп жатыр. Не бір әскери шенді болғысы келетіндер бар. Бірақ ана соғыс жайы алыстан жатып ап, тю-тю деп жаңа дрон ұшырып қана қоятын. Бірақ соғысқа қатысты ма қатысты деп ертең жаңағы біртінде подполковник, полковник, сосын генералдан оқып өсіріп мәнсапқа қоятын орыстың жаңағы мына не бір облыс әкімдері бар, министрдің балалары бар. Балам міне соғыста алдыңғы шепте болды дейді. Соғыс айда алдыңғы шеп одан кейін сойтып өсіретіндер, соның бәрі қайтеді Шойгуға сыбырлайтын болды. Қалтасына беретін болды. Енді Шойгу қайтты, ондайлардың бәрін өсіріп жатыр. Олар алдыңғы шепте өлмейді. Өлетіндер кім? Жаңағы Ресейдегі Бұратана халықтың баласы өледі. Ана әке жоқ, көкі жоқ, жаңағы тіреуіш жоқ, солардың баласы өледі. Ал ана тіреуіш балалары өседі. Олар аспанға қарай тік ұшақпен көтеріледі. Соң Шойгудың ықпалы артып бара жатыр. Путин енді қайтты. Жоқ, берге, сен өз менің қасымда жүрші, менің кірпігімнің астында, менің көзімнің астында тұр. Болды деді. Сөйтіп басқа адамды, граждандық адамды, әскери салада болмаған адамды қойды. Қазір бүкіл батыс Шойгу неге кетті, Путин неге ауыстырды? Жаңа генерал не істеуі мүмкін дейді. Қазіргі Әл-Жазирадан оққан менің анализімді айтуынша, бұл адамды соғысқа алып келу. Енді ол жаңа идеямен келеді, жаңа темппен келеді. Енді ол өзінің кадрлерін жасақтай бастайды. Яғни соғыс 2024 аяқтамауы мүмкін дейді. Бұл көзқарас батыс медиаларының көзқарасы, батыстық сарапшылардың көзқарасы. Алдыңғы жолғы лекцияда мен анау жаңағы Централ паркте Нью-Йоркта отырып аузыма маска киіп аузым шық қалған кезінде. Сонда отырып айттым ғой, мүмкін осы қазан, қараша айларында аяқтауы мүмкін деп тұрып айттым ғой.
Енді мына батыс сарапшылардың тәуелсіз көзқарасын тағы да жеткізіп отырмын. Ғайыпты тек бір жаратушы біледі, біз білмейміз. Біз білуге мүмкіндігіміз жоқ. Олар айтады, жаңа генералды әкелуі бұл соғысты одан арман соза түсуге, кем дегенде Украинаны қажай түсуге деген арманы дейді. Арманы дейді. Көрдіңіздер ме? Яғни бұл тым жағымды жаңалық емес. Тым жағымды жаңалық емес. Енді қалай болмасын, бұл кадрлық ауыс-түйісте Шойгу төмендеді. Патрушевтің де қазір қайда баратыны белгісіз. Ал мынау жаңадан келген орыстың аты, мен атын Белоусов дейді. Белоусов, солай дыбыстады ма? Сол Белоусов, қазақша белесіп. Сол, былайша айтқанда сол кепті. Енді қазір орыстың медиасында Белгородта бір орыстың үйіне сызат түскен ба, құлаған ба бір бәле, соны ағылшын тілді твиттерде ойбай, бейбіт халыққа Украина оқ атты деп жатыр, бірақ артынан олар Украина тарап тойтарып тастады. Ол үйге ешқандай оқ та тимеген, зымыран да, дрон да тимеген. Ол өзінің жертөлесінен бастап жарылып тұрған видеоларда, кадрлерде көрініп қалған. Орыстар сөйтіп Украинаға жала жабамын деп жалалары сәтті болмай қалды. Ал білесіздер, өздері босанатын әйелдер жататын туытқананы атқылайды. Өздері әлемге әйгілі театрды атқылайды. Өздері қарапайым тұрғындардың тұратын микрорайондарын атқылайды. Бірақ Украинаның жаңағы қаруы тиді деп бір сызат түскен үйді көрсетеді. Неге? Украиндар осы уақытқа дейін бірде-бір тұрғындар аумағына әскери нысан емес нысандарға бірде-бір қару атпаған. Бұл керісінше орыстардың жаласы украиндердің беделін көтеріп тастады. Кейде ойламаңыздар, жалаға байланысты жаңағы ойбай жала жабылып қалды, енді қиын болды. Жоқ, керісінше жабылған жала ақтың ақ екендігін, қараның қара екендігін дәлелдеп береді. Сондықтан жаланың жабылып тұрғаны жақсы. Мен өз басым осы саяси істерге араласқаннан бастап жаладан көз ашқан жоқпын. Көз ашпадым. Содан мен ойлаймын да, ол керісінше мені шыңады. Баяғыда бір жалақор биліктің ба жоқ Қытайдың ба жалдамалы бір жалақоры бар еді. Соның бір сөзі бар болатын, аудиосы бар. Білетін жұрт болса біздің каналдарда тұр. Сонда сол айтады. Ай, осы Серікжанға жала жабып, соны соттатамыз деп, қолға тұтқындатамыз деп, бол тұтқындалып еді, соттан сот болып, жарым ай үй қамақта түрмеде отыр. Бұның абырой бұрынғыдан асып кетті. Сотта бұның сөйлеген сөздері миллионнан артық көрілді. Біз осыны жаңағы тұқыртамыз деп бұны биікке көтеріп қойдық. Әсіл осыны елемей қойсақ жақсы еді деп әгі бір қытайшылдың өкінген аудиосы бар. Енді қытайшыл дейміз, анығында ол биліктің жалдамалысы да болуы мүмкін. Оған біздің билік айлық төлеп отырған болуы да мүмкін да. Енді бір сүмелек бір жаңа алаяқ делдал қатынның жылағаны бар. Мен жаңа Қазақстаннан кетіп, шетелге кеткенде, кетіп қалды ғой міне. Іштен істей алмадыңдар ғой әне. Бір талы шашыне де тие алмадыңдар. Енді кетіп қалды, ай деп. Енді жаңағы енді қысқасы сөйтіп тұрып жаңағы өлді да. Енді мен содан ойлаймын. Бұл жаланың бәрі жаман болады деген бекер сөз. Мына Украинаға жала жабеді. Украинаның ешқашан ондай тұрғындар жағына жаңағы қару атпайтындығы білініп, қазір қарық болып жатыр. Қазір мен сіздерге бір өзі жала туралы бір әңгімені айтайын. Қазір бір The Lives of Others деген бір фильм бар. Бұл енді мен оның орысшасын
қалай екендігін қазір мен сіздерге айтып берейін. Бұл енді негізінде бұл германша, немісше фильм. Das Leben der Anderen. Басқалардың өмірі. Ағылшыншасын аударсақ, басқалардың өмірі деген фильм. Бұл 2006 жылы Германияның фильмі. Бұл фильм өте жоғарғы деңгейге жетті. Өте жоғарғы. Және бұл 79 кезекте Оскар сыйлығын алды. Ағылшыншасы The Lives of Others деген фильм. Енді орысшасын мен қазір сіздерге тауып бере салайын. Сіздер енді мына қазақша фильмдер жоқ қой, сондықтан орысшасын көрсеңіздер. Қазір міне белорусский, киргизша, русский. Жизнь других деген фильм екен. Жизнь других деген. Жизнь деген енді өмір деген сөз ғой дейме? Басқаша өмір деп аударған ба сонда бұлар? Бұл енді бұл фильмде нені? Жаңағы советтік коммунистік Германия болды ғой. Германияны қағекке бөліп алды ғой. Сонда анау КГБ-ның қызметкері тыңдайды ғой. Тыңдайды. Оның міндеті сол, адамдарды тыңдайды. Анау Германның, сол коммунистік Германия болды ғой. 93-де екі Германия бірікті, білесіздер. Ортада Берлин қорғаны деген қорған болды. Ал ол кімді аңдиды? Кімді тыңдайды? Тұтас жүйе ананы тыңдауға бұйырады. Ол қызметіне келеді. Оның жаңа қызметкері болады, жаңа бірге екеу тыңдайды. Ол түнімен тыңдайды, анау орнына келіп ауысады, одан анау келеді тыңдайды. Сол күні түні нені аңдиды? Мемлекеттен екі қызметкер бар, жоғарыда басшылар бар, тапсырма берген. Нені тыңдайды? Әне жердегі алғабасар немістерді, алғабасар германдарды тыңдайды. Бүкіл үйінде, бүкіл телефоны тыңдаулы. Бүкіл үйі, бүкіл телефон тыңдаулы. Жизнь других, көріңіздер. The Lives of Others, көріңіздер. Бұл енді өте маңызды фильм. Мен мына жерде жала деген сөзден бар тыңдым. Ең соңында жаңағы тыңдайтын шпион, яғни өзінің халқын, өзінің адамын тыңдайды. Қазіргі Қазақстанда да сол да. Бүкіл белсендінің телефон тыңдалады. Оның әйелінің, баласы, туысы, құда, жекжаты, қайын жұрты, қайын бикесі, ақ көкінісі, бәрі тыңдалады. Оның ұлы аңдайды, оның қызын аңдайды, оның қатынын аңдайды. Оның қандай да бір ауыз артық ауыз сөзі бар ма? Қандай да бір ауыз анау-мынау бүлдіретіні бар ма? Қалай отбасын бүлдіреміз? Қалай екеуін ажыратамыз? Қалай құда жекжатымен ортасына жік саламыз? Қалай достарын қорқытып, үркітіп сатып аламыз? Қалай ең жақын адамын өзіне қарсы арыз бергізтеміз? Қайтып бәле табамыз? Тыңдайды. Бүкіл мемлекеттің қаражаты, бүкіл бюджет соған кетеді. Мынада да сол, жаңағы The Lives of Others'та, Жизнь другихта Германия жаңағы белсенді, актив, жаңағы зиялы, интеллигент немісті анау жаңағы мемлекеттік қызметкер тыңдатып қояды ғой. Телефон тыңдайды. Отырады, арнайы қызметке келіп құлағына салып алып отырып тыңдайды. Ең соңында сол тыңдап жүріп, әлгі пақыр райынан қайтады. Әлгі шпион, әлгі адал берілген шпион пақыр, ана бейшара ең соңында көзі ашылып, райынан қайтады. Өзінің ісінің қандай зұлымдық екендігін өзі жетеді. Аналардың қандай дұрыс адам екендігін сезініп жетеді. Аналар алға басар, прогрессивті адам. Енді мен бұл жерде өте көп ақпаратты айтып, сіздерге ана киноның қызығын кетіріп қоймайын. Өздеріңіз көріңіздер. Жизнь других. Жизнь, мен дұрыс тұпыстап тұрмын ба? Міне. The Lives of Others. Міне. Өте керемет. Оскар алған. 79 жылы Оскар алған фильм. Енді ойлаңыздар. Сонда жаңағы кез келген уақытта солардың ісінен бір бәле тапса, соны өлімге жіберетін құқы бар адам. Ең соңында бұлар не қылып жүр, мен не қылып жүрмін? Бұлар қай категорияда, мен қай категориядамын деп ойлап райынан қайтады. Мен Серікжанды 80 сағаттық қаралау дейтін, анығында 93 сағаттық видеоны каналға салғызып қойдым. Жора жолдастар, ақылман ағалар наразы болды. Секе қандай адам өзін
93 сағат бойы қаралаған өсектеген видеоларды, жазбаларды каналға салғызып қояды дейді. Мен оны ертең 100 жылдан кейін біз өліп, сүйегіміз қурап қалғанда, сүйегімізге қына шығып кеткенде, мына алдыңызда сөйлеп тұрған мен өліп, мына тыңдап отырған сіз де өліп, ішінде жаңағы мені 93 сағат қаралаған бейшаралар да бар. Бәріміз өлеміз. Жер шары күнді айнала береді. Күн құс жол жүйесін айнала береді. 1 секундта 240 км жылдамдығымен кете береді дүние. Бүкіл құс жолы анау Андромеда дейтін біз білмейтін ғарыштың бір бұрышына қарай секундына 1,000 километр көз алдың елестет. Ондай жылдамдықта адамзат әлі жеткен жоқ. Ұшып барады. Міне тып-тыныш біз отырғанмен қазір әлемде ұшып барамыз. Зыр. Құдайдың бір шексіз хикметіне мына дүние шыр айландырып қойды. Өлеміз. Мен соны ертең ұрпақ біздің қандай жалада, қандай қиындықта, қандай бәлеқор жалақордың ортасында тура қайт кетсең, осы мүлт кетсең, көзің ілініп кетсе, сені мәңгіге түрмеге тығатындай аңдып тұрған қалың сұмырайдың ішінде қандай алдымыздан жау, артымыздан жау, айнала қоршаған қалың балақтан алатын ауылдың иттері торуылдап тұрған сондай ортада өмір сүргенімізді ертеңгі ұрпақ сезінсін деп мен өз каналымызға салғызып қойдым. Жұрт білсін. Ол жалалардың ішінде менің атыма, мен жолдастарыма, біздің командаға, бауырларымызға, менің туғандарыма, бірге менің марқұм әке-шешемнің атына дейін қаралаған, тыңдап отырғанда құлағыңыз шыдамайтын сөздер мен әдейіге салғызып қойдым. Мен мынау жалаларды айтып отырып, мына жаңағы Жизнь других фильмін, Германия түсірген Оскар сыйлығын алған The Lives of Others фильмін мен сіздерге көріңіздер дегенде мақсатым тура сол кездегі Германның шпионы сияқты ақиқатқа қайтып бір сәт ойланыңыздар. Себебі өлесіз, біз де өлеміз, сіз де өлесіз. 100 жылдан кейін мен жоқпын. 100 жылдан кейін сіз де жоқсыз. Адамзат ешқашан өлмейтін дәрі жасай алмайды. Ол мүмкін емес. Бауырын, бүйрегін, жүрегін 100 мәрте ауыстырған шал өлді де қалды өткенде, білесіздер. Қытай коммунистерінің адалы құл еді, миллиардер еді өзі. Өлді де қалды. Өледі. Бүйрегін шірей бергенде ауыстыр, бәрібір. Ауыстыруға келмейтін жерің шіріп кетеді. Өледі, адамдар өледі. Адамды өлу үшін жаратты. Біздің әрбір мен мына секундта сөйлеп отырған сөзімде біз өлімге қарай кетіп бара жатырмыз міне. Өлімге қарай. Менің құлгерім елемес дейтін Дәнішпан Абыз ағамның өлімге асығу дейтін өлеңі бар болатын. Тауып алып оқысаңыздар. Біз өлімге асығып бара жатырмыз. Біз мүмкін емес. Мен енді жасармайым. Мен енді 40-қа келіп қылшылдап тұрмайым. Мен 30-ға келіп жігіт ағасы болмайым. Мен 25-ке келіп айқай 25 деп ән айта алмайым. Мен 18 болып боз бала болып мен тұра алмайым. Мен енді бала болып әке-шешем еркелей алмайым. Өлеміз. Сіз де өлесіз, біз де өлеміз. 100 жылдан кейін сіздің сүйегіңіз, 100 жылдан кейін менің сүйегім кальцийге, фосфорға, неше түрлі жаңағы минерал тұздарға айналып елдер жаңағы минерал су бөтелкелерінде ішіп жүреді сіздің сүйегіңіздің құрамындағы кальцийді. Және менің дәл осы сүйектерімнің, қазір менің сүйегімде не бар? Кальций бар, темірдің иондары бар, фосфордың иондары бар, бәленбай элементтер бар. Солар ериді, топыраққа сіңеді, сосын ол су болып тарайды. Оны минерал су деп ішіп отырады елдер. Біздің денеміздегі кальцийлер, біздің денеміздегі кальций 2+ ионы, темір 3+ ионы, фосфордың иондары. Мүмкін сол Абылай ханның, Қабанбайдың, Наурызбайдың, Кенесарының, Оспан батырдың, Зұлқа батырдың, сол батырлардың, Есет батырдың денесіндегі кальцийлер, калийлер, фосфорлар, темірлер. Бізде де солай. Бізде шіріп топыраққа айналып қаламыз. Өлмейтін не? Жан. Өлмейтін не? Рух. Жаратушы сол программа бізді Серік жан деп программалап жасап қойды. Сізді жаңа алдыда тыңдап отырсыз, қартыңыз бар, жасыңыз бар, еркек бар, әйел бар. Сол жаныңыз өлмейді. Ол біз білмейтін бір форматта, біздің ақылымыз жетпейтін бір кеңістікте ол мәңгіге өмір сүреді. Жан өлмейді, тән өліп қалады.
жыланның тастаған қабыршығы сияқты біздің тәніміз қалады. Мына тозған киім қалып, ертең қайда қалғаны жоқ болып, қоқсық болып өртеніп кетеді, қоқсықты ішіріп қалғаны сияқты тән қалады. Ол бір тек киілген киім сияқты ғана. Тән сол топырақта қалады. Біздің жанымыз мәңгілік. Енді мен айтатыным жаңағы сатқындар, қаралаушылар, өсекшілер, жаңағы бүкіл қазақтың ұлтшыл жігіттерін күні түні есігінің алдында мәшинеде отырып аңдитындар, әлеуметтік желіде аңдитындар. Сендер жаңағы The Life of Азырысты көріңіздер, ойланыңыздар. Жұрт ұлты үшін, халқы үшін, қазақ үшін оятсам деп, көзін ашсам деп, жан таласып өмір сүріп жатыр. Ал сен құлқының үшін құл болып, ақша үшін арыңды сатып, нан үшін намысыңды айырбастап, қорлықпен өмір сүріп жатсың. Сенің әрбір секундың қорлықпен өтеді, ал жұрттың әрбір секунды жаңағы мәңгіге өлмейтін жаны, мәңгіге өлмейтін, тәні шіріп қалса да мәңгіге өлмейтін жаны, ол мәңгілік жарық болып тұрады. Мәңгілік жарық болып тұрады. Көрдіңіздер ма? Көрдіңіздер ма? Бұл дүние қандай? Ал менің қалың елім қазағым, бұл жерде айтатын дүние өте көп, айтатын дүние өте көп. Мынау жерде жаңағы Шойгудың адалдығын айтып кеттік қой, сол Шойгудың адалдығы, сосын мынау Путинге деген адал берілген сұмырайлар, міне өліп жатқан бейшаралар, пақырлар, біреусі мәу демей алдыңғы шепке барады, өл десе барып өле қап жатыр. Осы бейшара пақырлар, мына мен орыстардың тобырлық санасын көріп күйіп кетесің де. Баласын баяғыда қазақ жаңағы баласын жауға салғанда балам оқ кеудеңнен тисін, оқ алдыңнан тисін, артыңнан тимесін дейді. Ол деген сөз ешқашан қашпа деген сөз екен. Алдыңнан оқ тиіп өлсін дейді екен ғой, артыңнан емес дейді екен. Тура сол сияқты мына орыстардың әке шешелері, ей балам, ей сен мынау бір албаты бір бейуаз бұқараның барып жерін сатып, жаңағы қан састып тартып ап, бізге жер зәрумет, онда біреу өмір сүріп жатыр, ей мына ел анау Құрттай арал Жапония бүкіл жер әлемде байбақытты болып өмір сүріп жатыр. Анау Құрттай арал Англия деген бүкіл дүниеге ықпалын жүргізіп ол отыр. Әй бізде осы ел қатарлы тыныш өмірімізді сүрейікші осы. Деп сонда солардың әке шешесі айтпайды, өзі де айтпайды. Неге? Бала күннен уланды. Мен осы арқылы қазақтарға да айтамын. Санамызды ашайық, тәуелсіз ойлайық. Жұрт айнала былай десе солай ауып кетпейік, дербес ойлайық. Дербес, тәуелсіз. Себебі сіздің мына басыңыз ешкіммен ортақ емес қой, біреудің меншігі емес, сіздің жеке меншігіңіз. және патенттелген. Біреуден сұрап алған бас емес. Ендеше жеке меншік басыңызбен жеке меншік тәуелсіз ойламайсыз ба? Неге біреудің сөзін тыңдауға тиіссіз? Міне. Көрдіңіздер ма? Мен мына жерде тағы бір нәрсені айтам. Жаңағы Шойгу мәселесінде. Шойгу шын мәнінде тегі орыс емес, тегі арғы тегі қалмақ. Осы Шойгу қазір анығында Путинге қауіп төндіріп қойды. Путин Ши Цзиньпин сияқты үрейшіл, қорқақ. Ол бәрінен үрейленеді, бәрінен қорқады. Жай артынан ұзаса 20 мың, 30 мың орыс ерген шығар. Навальныйден қорқады. Жай көшеде өткенде анау қайсы BBC-ден аудардым ба, Guardian'нан аудардым ғой, анау мен жақсы көретін бір жалғыз орыс екен, мына өзі орыс болса да жақсы орыс екен деп бір суретші шалдың сызбасын оған қайта айыппұл салады екен. Ол соғысқа қарсы шал екен. Мысалы, өлгелі жатқан шал, кәрі шал, пенсионер шал, суретші шал, соның соғысқа қарсы сызбаларына жаңағы айыппұл салады екен. Путин қорқақ, барлық диктатор қорқақ. Барлық диктаторлар үрей ішінде өмір сүреді. Барлық диктаторлар қорқыныш ішінде өмір сүреді. Енді қазір Ұлыбританияның жаңағы Украинаға деген көмегі 500 миллион фунт стерлинг. Бұны өткенде айтып қойғанбыз. Негізі бұл қайтадан ақпараттарға шығып жатыр. Сондықтан қайталап аударып бердік.
жарты миллион фунт стерлинг, 4 миллион патрон, 1600 зымыран, 400 жаңа әскери автомобиль көлік, жаңағы осы сияқты нелерді берді. Ал Канада Украина үшін тағы да жаңа қару жарақ алуға 76 миллион доллар бөлді. ақш қайтадан тыңнан 400 миллион көмек пакетін жариялады. Қайталап тұрып айтам, бұл ескі ақпараттар. Ескі ақпарат. Сонда да қайталап айтам, 400 миллион көмек бұрынғы көмектен бөлек, ақштікі. Канаданың 76 миллион көмек, ол да бұрынғы көмегінен бөлек. Ал Англия жарты миллиард фунт стерлинг. 500 миллион. Бұл үлкен сұмдық ақша. Үлкен сұмдық ақша. Енді бір қызығы мына Донецк халық республикасы дейтін мемлекет бар еді ғой, тырнақша ішінде мемлекет, Украинадан бөлінеміз деп, жаңағы великий русский народтың великий алқаштары сол Донецк халық республикасы болып бөлініп еді ғой. Солар осы өтіп кеткен жаңағы 2 күн бұрын сол Донецк халық республикасының бір ең атақты, ең супер жаңағы күртай бағанда күртай бір ресторанда Донецк халық республикасының 10 жылдығын тойлапты. Бұлар сол үлкен сол Донецкінің саяси элитасы, әскери элиталары бар екен. Бірақ республика президенттері анау қазірше аттар жоқ. Бірақ сол әскерилер екен. Донецкінің тәуелсіздігінің 10 жылдығын тойлап, жаңағы водкаларын құйып бісміллә деп, бісміллә демейді екен ғой. Арақты құйып бісміллә деп ішетін кім? Тек қазақтар ғана. Орыстар бісміллә демейді. Орыстар не дейді арақ ішетін кезде? Білесіздер ме? Мен білмейді екен. Орыспен арақ ішіп көрген жоқпын. Жаңағы. Сол водкаларын құйып енді, өздерінше сол бісміллә деп, содан жаңағы Донецк халық республикасының 10 жылдығы үшін великий русский народтың великий русский Донецкий народный республикасының жаңағы 10 лет енді ішті ма, барды ма, өңештерінен өтті ме, өтпеді ме білмеймін. Төбелерінен оқ түскен ғой. Сонымен сөйтіп жатқан кезде әлгілердің төбесінен оқ түсіп, сонымен әлгілердің бәрі Ленинге сәлем беруге кетіп қапты дейді. Міне, бұл енді за здоровье дейді. Мына сіз көп ішкен екенсіз ғой орыстармен, за здоровье деп айтады дейді. Со кетіп қапты енді. Не деп айтса да, со деп айтып енді, ан жаққа кетіп қапты енді. Келмеске кетіп қапты сөйтіп. Енді міне жерде бір Харков туралы хабар. Бұл ақпарат Russia says troops enter border town near Харков дейді. Бұл ақпарат айтуынша, Ресейдің айтуынша, олар Харковтың шетіндегі таунға, яғни қалашыққа кірдік деп айтады дейді. Бұл BBC-дің хабары. Ресей әскерлерінің Харков маңындағы шекаралық қалаларға кіргендігін хабарлады дейді. Міне бұл осыдан 13 мамыр, бұл енді Лондон уақыты бойынша, осыдан тура 1 сағат бұрынғы айтқан хабар. Ресей өз күштері Украинаның екінші үлкен қаласы Харков маңындағы, Харковтың солтүстік шығыс шекарасындағы Вовчанска дейтін қалаға кіргендігін хабарлады. Украина әскерилері қаланың солтүстік шетінен жаңағы ығысқандықтарын айтты дейді. Вовчанска деген қалаға кіріпті қысқасы орыстар. Бұл қысқасы міне осы жаңа кімнің Шойгудың ауысқандығы туралы біраз нелерді дайындағанмын. Енді осы ақпараттар. Енді сіздерге мен қалада демалыста болып, таудың басында демалдым, Аюлысайда демалдым. Содан біраз демалып отырып, біраз ақпараттарды қысқа нұсқа аударып қойып отырдым. Сол қысқа нұсқа аударған ақпараттарымды кері қарай жаңаға сіздерге аударып, қысқа нұсқа. Ол таудың басында, шатырдың ішінде жаттым ғой сол. Тауда енді ала ескертулер беріп қойды, жаңағы аю бар, қасқыр бар, тағы не дейді, тағы бірдеңе жыртқыштар бар екен, сонда ескертулер беріп қойды. Сонымен аю келсе қайтем деп ойладым бір уақыт. Соның ойыма бір әзіл ой келді. Аю келсе жаңағы Назарбаев Тоқаевтан қорықпағанда, Назарбаев Тоқаевтың жыртқыштық жабайы жүйесінен шыққанда аю
Аю деген не тәйір деп сонымен бір құдайға тапсырып жатып еді. Sonra аю жеген жоқ, міне аман есен келдік. Міне бір құдайдың хикметі ғой. Енді жаңағы осыдан 2 күн бұрынғы ақпарат: Украина Ресейдің трансшекаралық шабуылынан кейін жүздеген адам Харков облысынан қашып кетті дейді. Бұл ақпаратты BBC-дің жариялағаны. Бұл осыдан 2 күн бұрынғы ақпарат. Ресей Украинаның солтүстік шығысындағы шабуылында Харков облысында 1800-ге жуық адамды эвакуациялауға түрткі болды дейді. 2 күн бұрын Харковқа тиісті ғой. Yani Ukraine hundreds flee Kharkiv area after Russian cross border дейді. Енді тағы бір қызық ақпарат. Russia keeps bombing own people, struggles to hit Ukraine targets. Бұл Business Insider'дің мақаласы. Оны мен YouTube-тың комьюнити бөлігінде салғанмын. Қазір қысқа айтайын. Ұлыбританияның барлау қызметі Ресей өз халқын абайсызда бомбалап алып жатыр, және бұл жалғасуда дейді. Мамыр айының басында Ресей Белгородтағы өз территориясын абайсызда бомбалап алды деген ақпарат тарады. Ресейлік күштердің мұндай қателік жібергені бірінші рет емес. Ұлыбританияның барлау қызметі мұндай жағдайлар Ресейдің мақсатты нысанаға оқ-дәрілерді қолданудағы жаңағы өздерінің бір сәтсіздіктерін көрсетеді деп жариялады. Және Business Insider'дағы мақала: F-16 fighters tripped to help Ukraine push to climb Crimea дейді. ақш-тың F-16 ұшақтары Қырымды оқшаулауда және Путинді масқаралауда маңызды рөл атқару мүмкін дейді қорғаныс сарапшысы. Бұл Камерон Менлидің мақаласы 2024 жылы 11 мамырда. ақш-тың F-16 ұшақтары Украинаға Қырымды қайтарып алуға көмектесуді үлкен рөл атқарады дейді BI сарапшысы. Жұма күнгі хабарламаға сәйкес алғашқы F-16 ұшақтары бірнеше апта ішінде Украинада болады деп күтілуде. Қырымның символдық маңызы зор. Оны қайта алу Путин үшін үлкен соққы болар еді дейді. Енді осы F-16 міне бірнеше аптада болады. Ойбай, 9 майдың алдында F-16 болады дейді. Бұл енді баяғыда бір жігіт, бір қыздар отырып бір жұмбақ айтысыпты дейді. Ти десем тимейді, тиме десем тиеді, ол не деп жұмбақ айтыпты. Сөйтсе қыздар анау депті, мынау депті. Ол енді ерін ғой. Ти десең ерін тимейді ғой бір-біріне. Тиме десең м деген дыбысты айтқанда ерін тиеді. Сөйтсе ана қызға маған тиіші, маған тиіші десе, тимей жүрген өкпелі жігіт айтады дейді. Ол жаман қыз сен сияқты деп. Ти десе тимейді, тиме десе тиеді деп. Сол сияқты мынау F-16 әне беріледі, міне беріледі. Бұл бір ана бір кергіп кетті ғой батыста. Мына украиндарға жаның ашып кетеді енді. Ойбай, енді бірнеше аптада болады дейді. Енді көз талды F-16 қарай деп өлең шығарамыз ба, не істейміз енді. F-16 енді сөздің ішінде анау ол радарға түспейді. Жылдамдығы аса жоғары. Оны жаңағы зымырандар қуып жете алмайды. Зымыран қуып жете алмайды. Сосын ол зымырандарды келе жатқанын оның жаңағы өзіндік барлау жүйесі бар. Ол келе жатқан зымыраннан ол бұлталақтай алады. Және ол бұлталақтағанда ана зымырандар ана шыққан энергия, жылуы жоғары жерге қарай зымыран өз бағытын бұрып қуады ғой артынан. Кәдімгі адам қуғанда, біз бұғынбақ ойнағанда қуады ғой адам. Ана өзінен бөлек бір нәрсені сыртқа қарай жарып жібереді. Ана жерде енді жарылған кезде маңынан өзінен көп алып. Ана жердің энергиясы қызиды, ана зымыран ана сол жарылыс шыққан жаққа қарай кетеді, ана өзі тайқып кетеді. Оның өте көп функциялары бар. Асықпай Google-ге кіріп F-16-ның функциялары десеңіздер шығады. Бірақ бұның өзі Украинаға тимей кетті ғой енді. Біртүрлі күйік енді тура. Көз алдыма айтсам қайталап айтқан болам. Қару сұрап, от қару сұрап, тентіреп кеткен қазақ хандығының бейшара халі келеді. Қазақ хандығы кезінде біз сол от қарудың жоқтығынан қор болдық қой, сол келеді. Жасырар жоқ. Қаруың жоқ, біттің, шипаң жоқ. Енді F-16 бірнеше аптада болады дейді енді Business Insider. Бұл да енді аузы дуалы сайттардың біреусі медиа батыс үшін алғанда енді тиісін. Ол F-16 енді образда қазақша айтқанда енді көп жерде үлкен кісілер бар, ақсақалдар бар, ағалар бар үлкен. Бұл F-16 былай. Путин водкасын ішіп, мас болып, давай, за здоровье деп водкасын ішіп жатқанда олар Қызыл алаңға қонып, жаңа бір кесе шай ішіп ап, қошаман бол Путин жан, жаңағы деп қош айтып қойып, Қызыл алаңнан қонып, қайтадан ұшып кете алатын өнері бар. Былайша образдап айтқанда. Оның бүкіл әскери қуаты сондай. Енді қазір міне жерде
The regional military administration spoke about the strike aftermath at the oil depot дейді. Мен бұны аударып, бұны 2 күн бұрын аймақтық әскери әкімшілік Ровенкидегі мұнай базасының соққы салдары туралы айтты дейді. Луганск облысының басып алынған Ровенки қаласында 10 мамыр күні кешке қарай базаға соққы берілді. Бұл күн бұрын Луганскідегі мұнай базасында соққы болды. Міне, бір күн бұрын мұнай базасында соққы болды, сосын одан жаңағы 10 мамыр күні тағы да жаңағы Ровенки қаласында соққы болды. Луганскінің басшысы Артем Лисохор соққы нәтижесінде мұнай базасы айтарлықтай қирағанын және жанармай қоры қалмағанын айтты. Ал Луганскіде бұдан бұрын тағы да бірнеше күн өрт болған дейді. Енді Ұлыбритания Украинаға ең үлкен әскери көмек. Пакет 4 миллион оқ-дәріден 1600-ден астам зымыран 400 көліктен тұрады деп хабарлады. Бұл туралы Евромайдан пресс жариялады. Енді бір қызығы жағымды жаңалық. ақш Қытайдың 37 ұжымына, оның ішінде ұлттық корпорациялар, мемлекет корпорациялар санкция салатын болды. Қытайлар ойбайлап жатыр. Путиннің Қытайға сапар алдында ақштың осы реткі қатаң санкцияларының мәні зор. Қытайдың Ресейдің мемлекет қорғаныс өнеркәсібін тірілтіп бергендігі бүкіл дүние жүзіне ән. Енді батыс Украинаны қолдаумен қатар Ресейді көмексіз қалдырмаққа кірісуде. Санкция мына мазмұндары бойынша жүріп жатыр. Біріншісі Қытайдың жоғары кеңістіктегі ұшпа шарларына байланысты, екіншісі кванттық технологияларға байланысты, үшіншісі ядролық жобаларға байланысты, төртіншісі Қытайдың Ресейге жасырын көмегіне байланысты осы жаңағы шектеу болып жатыр дейді. Мен енді осы таудың басында жатып, жаңағы әрең, интернет әрең ұстайды. Бір тал сызық сайт ашып қойып, айналып отырып әреңден. Bir кесе шай ішіп ап, сосын ашылғанда оқып. Сонда мен мынаны білдім. Жаңағы Қытайдың бөкөл сайты Америка бізді көре алмайды, біздің Ресеймен болған достығымызды көре алмайды. Қытай, Ресей тәуелсіз ел, кіммен кім дос болады өзі біледі. Өздері Украинаға көмек беріп жатыр. Біз болсақ Ресейге жаңағы кәдімгі қалыпты тұрмыстық техникаларды бергеніміз үшін Америка бізге санкция салып жатыр. Бұл деген зоракерлік, бұл деген әлімжеттілік деп Қытайдың сайттары ойбайлап жатыр. Және бұл жерде бұны жай екі мемлекет ортасындағы әскери емес қарым-қатынас дейді. Мен ана Қытайдың сайттарындағы мына мақаланы оқып, сөздің жылы шегім түйіліп қала жаздады ғой. Шегім түйіліп қала жаздады. Қарқылдап күлейін десем, даусымды естіп аю келеме деп қорқып жатырмын шатырдың ішінде. Сонда жатып жана оқимын, сайт оқып отырмын ғой. Енді оны Ресейдің өзінің сайттары баяғыда әшкереледі ғой. Биыл Қытаймен білген, Қытаймен болған тұрмыстық және әскери қос бағыттағы техника 400% арды деп Ростехтің сайтында тұр ғой. Ростех, Россия техника. Сонда Қытаймен біздің алым беріміз 400%-ке артты деген мақаланы ағылшынша жариялады. Міне. Енді оның ішінде радарлық заттар болса, дрондық заттар болса, чиптер болса, доңғалақтар болса, және өткенде жаңағы аударып жарияладық қой. Жарылғыш заттарды жасайтын, глицериндік жарылғыш заттар жасайтын, целлюлозалық заттар болса. Енді сен саған тиым салмай қайтеді. Ал Қытай айтады, қалыпты дейді, халықтық бизнеске Америка тиым салып жатыр. Енді қазір Қытайдың ойбайы, сөздікшіні сайттарын қарап отырсаң, Қытайдың ойбайы күннен күнге күшейіп бара жатыр. Бұның арты неге барады? Қытайға ақша керек па, орыс керек па? Қытайлар осы екі таңдаудың біреуін жасайды. Не ақшаны таңдайды? Америка мен Еуропа мен ойбай білмей қаппыз. Біздің ана тентек компаниялар ғой, біздің компартияны тыңдамай өз беттерінше орысқа мынандай заттар сатып қойыпты. Қайдан білейік оны орыс қару жасап алатын? Осы орыста сүмелек ау, біз берген заттан қару жасап алыпты емес пе? Білмей қаппыз. Біз нан тура деп пышақ берсек, ол пышақпен адам бауыздап қойыпты. Ойбай, кешіріңдер деп қайтадан Еуропа Америкаға жылмиып, ыржиып, қайтадан білмей қаппыз, жаздық жаңылды, қасықтай қанымызды, шыбындай жанымызды қи, қасықтай қанымды, шыбындай жанымды қи деп, қайтадан Америка Еуропаны алдауға тырысады.
Неге? Қытайдың сенетін құдай ақша. Енді бірі Америка мен Еуропаға пішту дейді дағы, өлсем орыспен бір төбеде, өлсем орыспен бір шұқырда болам, тірі болсам бір төбеде боламын деп, Американың санкциясына қарсы ерегескен үстіне ерегесіп, орыспен бірге болды. Енді Қытай дәл осы мәселеде қайсысын таңдайды? Қазір белгісіз. Енді қазір Америка Қытайдың электрлі көліктеріне, EV дейді ғой, электр вейкілдеріне 100% кедендік салық енгізді. Өткенде Америка Қытайдың электр көлігіне 100% кедендік салық енгізді. Өткенде қазына министрі, Американың қазына министрі, Джанет Эйлен барып келіп, 200% салық салды. Қытайдың болат және алюмин темір өнімдеріне 200% салық салды. Ол деген сөз бітті. Қытайдың енді темір өнімдері, алюмин өнімдері өтпейді Америка. Енді электр көлігіне салып жатыр. Қытай ойбайлай салып жатыр, ойбай деп салып жатыр. Енді бұның арты қызық болғалы тұр. Егер шынында Қытай осы жолда қайтадан батысты алдаусыратып, сіздердің талаптарыңызға көнеміз, ойбай біз енді білмей қалыппыз, ақылай көкелей десе, онда орыстың қалы қиын болады. Ал егер бітті, орыспен өлсем бір шұқырда болам десе, онда Қытайдың өзінде экономикалық дағдарыс күшейеді. Енді бұл алда қызық болғалы тұр ғой. Одан кейін мынау бір ақпарат аударып жариялаппын. Бұл ақпарат медиа, Russia no longer using Crimean Bridge to supply front lines дейді. Бұл ақпарат Ресей Қырым көпірін ары қарай жалғасты пайдаланбайды, әскери қамдау бойынша пайдаланбайтын болды дейді. Бұл мақаланың қысқаша нұсқасы мен 2 күн бұрын жатып аударып салыппын, ұзын өздеріңіз YouTube-тың коммунити дейтін бөлігінде. Қазақша YouTube-тың тұрады ғой, видеолар, шорт видеолар, тікелей эфир, тағы қауымдастық дейтін бөлім тұрады, кешірім өтінем. Сол қауымдастық дейтін бөлімінде мен фото салам, жазба салам, сол жерде оқысаңыздар болады. Ол жердегі тымпиып отырып жазу оқитын адамдарға қолайлы. Онда мен аударып салдым. Негіз ғой, Қырым көпірін енді орыстар қауіпті деп біліп, маңызды әскери тасымалдауды қолданбайтын болып отыр. Неге? Үрейленіп отыр. Бұл бір. Екіншісі, қазір Ресейдің Украинаға қару жетпей жатқандағы алға жылжып, біраз маңызды логистикалық, яғни тасымалдық сипаты бар елді мекендерді алғанына байланысты, енді Ресейдің алдыңғы шебіне қамдау, құрлық жолымен жүретін мүмкіндікке қол жеткізді. Ресей біраз жерде ілгерілеп тұр. Онысын жасыруға келмейді. Енді Украина барлау қызметінің өкілі Андрей Юсов Украинаның Магура Уибес әскери теңіз ұшқышсыз ұшақтары және су дрондары Ресейдің Қара теңіз флотын 500 миллион ақш доллар тұратын көлемде шығынға батырды деп жазады. Ақпараттың дерек көзі Defense Express. Бұны да аударып жариялады. Сонымен қатар мына жерде бір маңызды ақпарат жарияладық. Бұл Business Insider'дағы мақала Russia's Red Square Military Parade again had only one tank дейді. Ресейдің Қызыл алаңдағы 10-шы майдағы парадында тағы да тек бір ғана танк болды деп жазады. Бұл Business Insider'дің мақаласы болғандықтан мен сіздерге бұның мәні мен мағынасын қысқаша айтып жіберейін. Біріншісі, Ресейдің ұлы жеңіс күніндегі әскери шеруінде тағы да бір танк болды, бір дана танк болды. Және бұл екінші дүниежүзілік соғыстың көнегөз танкі болды. Көрдіңіздер ме, бұл жердегі сөз саптау көнегөз. Бұл Элла Шерменнің мақаласы. Биылғы жеңіс күніне орай Мәскеудегі Қызыл алаңда өткен әскери шеруде екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі жалғыз танк көрсетілді. Ресейдің Украинаға соғысы мыңдаған танктердің жоғалуына әкелді. Ресей кейде кеңестік дәуірде ескірген танктерді майдан шебіне жібереді. Екінші дүниежүзілік соғыстан қалған танктерді майдан шебіне жібереді. Енді қазір өткенде мысалы дүниежүзілік барлау қызметі Англияның, сосын Еуроодақтың, Американікі, Ресейдің 3000-шы танкі жойылды деп бір ақпарат тарады. Мен әлгінде ғана сіздерге
аударып жариялаған ақпаратта, әлгінде ғана сіздерге аударып жариялаған ақпаратта қазір альбомымыз мынау селфи емес. Мен жаңа қанша танкі өлді дедім ме, Құдай-ау. Құдай-ау, мен жаңа ғана айтып едім. Қайда сап қойдым, Құдай-ау. Баяғының шалдары болдық па, не болды? 3000 танық болды. Маған адамдар хат жазыпты, Секе, сіз айттыңыз ғой, мына 7000-нан артық танық болды ғой. Сіздің мына америкалықтар неғіп, мына еуропалықтар 3000 танық өлді деп, осыдан бірнеше күн неге ақпарат шулады дейді. Не? Украинаның қорғаныс министрлігі таратқан ақпаратта қазірге дейін 13 май 2024 жылға дейін Ресейдің қираған, шағылған танкісі 7485. Ал Еуропа мен Американың соғыс мамандарының айтып отырған Ресей 3000-ші танкін жоғалтты деген сөз. Бұл қандай? Біріншісі, олар спутниктен көріп, кәдімгі Америка, Еуропаң сол соғыс болған жерді спутнигімен бүйтіп төбеден қарап отыр. Далада шашылып қалған спутнигін жаңа жандатып көреді. Мына сіздерде мына Google іс деген программаны қолданатындар біледі. Біз анау 2001, 2002, 2003 Google іс деген программаны көріп, кәдімгі Google жер шар деген. Кәдімгі оны спутниктің жаңа көлбеу көретін спутник таңдайсың. Оны $100 төлейтін біз о кезде оған. $100 төлеп соны сатып алғанбыз. Жаңа төбеден көретін спутникті бар, мына жанынан көретін. Мысалы, мына бір тұрған зат. Төбесінен көрсеңіз, мына жер ғана көрінеді, мына жер. Ал көлбеумен көрсеңіз, көлбеуменен жанынан көрінеді. Мысалы, мына менің қолыме төбесінен көрсек тек мына саусақтар ғана көрінеді, спутник. Ал көлбейтін спутник көрсем, мына тырнақтарым көрінуі мүмкін. Сол сияқты олар спутникпен көрген және ресми Украин тарапына Ресей тарап жарияланған видеоларда көрсетілген сериал нөмір бөлек, ана танкінің шын жерге кеткен, мынаның жаңағы ана оқ ататын ұңғымасы оқ ататын танктың, былайша айтқанда зеңбірегінің ұңғымасы майысқан, анау түсіп қалған, ананың төбесіндегі анау цилиндр ұшып кеткен деп, әрбір танктерді бөгенайын бөлектеп санағанда олар 3000-ға жеткізіп отыр. Ал Украин тарап өздері ресми дроны бар, басқасы бар, атып түсірген, артынан жаңағы ресейлер оны жаңағы ағаштың арасына, орманның арасына тыққан, немесе бетіне ана топырақ өңдес, шөп өңдес маталарды жауып жатыр орыстарда. Неге? Көрінбеу керек. Сана айтымы. Енді Украинның дерегі 7485. Тек 13 майдың өзінде олар 31 танкты қираттық деп жариялады. Міне. Кеше, яғни сізді қазақстандықтар кеше шайларыңызды ішіп, бір күн өтті ғой, 31 танк қирады. Ал Америка, Еуропаның сарапшылар нақтылы дәлелі бар танк 3000 деп отыр. Сонда анығында сол 3000-да рас, 7485-інде рас. Сондықтан мына жердегі танктердің сипаты туралы менен сұраған жұртқа менің айтып отырған әңгімем сол. Бұл жердегі 3000 Украин өтірік айтып отырған жоқ. Украин өз атып отыр ғой, біліп отыр ғой. Енді мына жерде тағы бір маңызды нәрсе, Ресей Мәскеуде жыл сайынғы Қызыл алаңдағы әскери шеруін қару-жарағын көрсету мүмкіндігі ретінде жиі пайдаланады. Және биылғы көрсетілім біршама аз болды. Оның заманауи танктері де жоқтың қасында болды. 1945 жылы Кеңес одағы фашистік Германияны жеңген кезде 9 мамырдағы жеңіс күніндегі әскери шеруде жаңа және ескі танктердің қатары бар болса да, биылғы шеруде бір ғана танк болды. Бұл көрермендер екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Т-34 танкін ғана көрді. Т-34 танк. Бұл жерден орыстар Т дейма, Т дейма, Т дейма білмеймін. Ағылшынша Т-34. Т-34-ті көрді. Әскери шеруде заманауи танктердің жоқтығы белгілі бір жағынан Ресейдің Украинадағы соғысын көрсетеді. Бұл туралы Ресей президенті Владимир Путин шара барысында арнайы әскери операцияның қаһармандарын мақтады. Ресей Украинаға басып кірген кездегі әскери күшін айтарлықтай қалпына келтіріп алса да,
бұл жерде алса да дейді, мен өзім өз тарапымнан қосам, Қытайдың көмегі арқылы. Ресей Украинадағы мыңдаған танкі менен көптеген бронды техникаларынан, танкке қарсы зымырандар, миналар мен ұшқышсыз ұшақтарынан айырылып қалды. Ақпан айында Халықаралық стратегиялық зерттеулер институты Ресей Украинаға басып кіргеннен бері 3000-нан астам танкін жоғалтқанын хабарлады. Көрдіңіздер ме? Халықаралық стратегиялық зерттеулер институты міне ақпан айында жариялаған 3000 танк деді. Осы айдың басында Украина күштері Донецкідегі ұрыс даласында ондаған ресейлік танктерді жойдық деп хабарлады. Мәскеу өзінің ең озық танкі, қымбат тұратын T-14 танкін сенімді түрде шығара алмайды. Және ол шайқаста өзінің T-72, T-80 және T-90 сияқты басқа танктерінен жеткілікті түрде айырылып отыр. Ол кейде ескі T-62 және T-54 сияқты кеңестік дәуірдегі ескірген, тозығы жеткен танктерді қоймадан алып шығып, алдыңғы шепке жіберіп жатады дейді. Көрдіңіз ба? Тат басқан T-62, T-54-ті 45 жылғы танктерін соғысқа жіберіп жатады дейді. Көрдіңіздер ма? Германия Украинаға ақштың 3 хаймарс зымыран кешенін сатып алып беруге ақша төлемекші. Бірақ Берлиннің Киевті ұзақ қашықтыққа ұшатын Таурус зымырандарымен қашан қамтамасыз ететіні әзірше белгісіз. Бұл туралы Телеграф басылымы жариялады. Germany to buy 3 US HIMARS rocket system for Ukraine. Германия өзінің атақты Таурус зымыран кешенін бермейді, бірақ Американың HIMARS'ынан үшеуді сатып алып береді. Енді ағылшынша енді HIMARS. Мен енді қазақша HIMARS дей салдым. Болды, қазақша айтқан дұрыс қоясың. Бұл енді осы аударма жайлы. How can Ukraine drone keep dropping grenades into open tank hatches дейді. Бұл Forbes журналында жарияланған мақала, мен бұны толық оқымайын. Қалай Украин дрондары дейді, Ресей танктерінің жаңағы люктерінен өздерінің гранаталарын лақтыра алып жатыр дейді. Бұл Украина дрондарының бір Ресей дрондарынан, мынау кімнің, Иранның шахид дрондарынан, Қытай дрондарынан артықтығы олардың мынау қазір Ресей танктерінің төбесіндегі ауа ауысатын әлсіз жерінен, люктарынан олар өздерінің гранаттарын қалай атып жатыр деп Форбестің ғылыми зерттеу мақаласы, оны өздеріңіз асықпай оқып алыңыздар. Міне менің аударып отырып жариялаған ақпаратым, жұма күнгі жариялаған ақпаратымда CNN-нің жұма күнінен бастап осы аптаның соңына дейін күннің атақты жаңағы солар магнетик сторм болатынын, яғни күндік магниттік дауыл тұратындығын аударып жарияладым, оны оқыдыған боларсыздар. Сонымен бірге жағымды жаңалықтың видеосын мен өзімнің Instagram каналымда салып, YouTube-тың коммунитиіне жазуын жаздым. Луганскіде тағы бір мұнай өңдеу зауыты өртеніп жатыр. Украина дрондары орыстардың ең жанды жерінен ұрып жатыр. Видеоның түпнұсқасы біздің жаңағы Instagram каналда. Оны да аударып салдық. Міне біраз дүниені жазып тастадық. Міне. Ал міне жерде бір жағымсыздау жаңалық, мүмкін жағымды шығар. Ukraine to get first F-16 jets in June-July. Says keep military source дейді. Июнь менен июль айларында F-16-ны алуы мүмкін дейді. Енді арқара өздеріңіз білерсіздер. Орыстың ажалы дроннан, түлкінің ажалы қыраннан деген мақалымыз тағы бір мәрте расталды. Мереке қарсаңында Украин дрондары Ресейдің 3 мұнай өңдеу зауытын өртеп жіберді. Башқұртстандағы мұнай өңдеу зауыты, Краснодардағы Калуга қатарлы жерлердегі, мұнай өңдеу зауыттары өртеніп жатыр деп, мен видеосын Instagram каналға салыппын. Содан өздеріңіз асықпай оқырсыздар. Енді міне жерде Трамп туралы бір мақаланы да аударып жарияладық. Trump's political safe likely won't be decided to the courts after all. Және Трамптың мынау кенже ұлы, мына Меланиядан туғызған жалғыз ұлы бар ғой. Кім деген? Кім еді? Кенжесін айды, 2 метр бойы. Сол ұлы Трамптың мына сайлау тобына қатыспайтын болып. Трамптың бірінші әйелінен болған ұлдары, екінші әйелінен болған қызы, бірінші әйелінен болған ұлы қызы бәрі сайлау комитет жаңа коллегиясында болып осы жолғы Трамптың сайлауына қатысады екен. Бірақ мына үшінші әйелден болған ұлы енді 18-ге толды өткенде
сол ұлы барон деген ұлы. Бұл өзі жариялапты, мен осы сайлау тобында болмаймын депті. Және бір қызығы, Трамптан қай медиа, CNN ба, бір әйтеу бір медиа сұхбат алады. CNN алмау мүмкін, себебі CNN-ді Трамп қатты боқтайтын ғой. Фейк ньюс CNN деп, көп боқтайтын Трамп. Енді соның бір берген сұхбатында ұлы туралы ләм-мим демепті. Неге қатыспайды, неге сайлау тобына қатыспайды, айтпай қойыпты. Тек ол керемет, ол керемет ақылды, оның бойы да ұзын, ол тіпті бала болғанына қарамастан маған кейде әке былай істеу керек деп ақыл айтады, кеңес береді деп Трамп ұлын мақтап денді. Бірақ ол неге сайлау тобына қатыспайды? Енді Трамптың бұрынғы екі әйелінен болған ұлдарының қызының бәрі қатысады, мынау қатыспаймын деді. Бір кезде білесіздер, анау Трамптың Иванка Трамп дейтін бір қызы бар еді ғой, мойны ұзын, еврейге тиген қызы. Ол да білесіздер, Трамптың көп әлегінен, сотынан шаршап, ол да шегінген болатын. Енді мына ол шегінді. Тағы бір білесіздер, жаңа Иванка Трампы, ана біреу екінші әйелінен болған домалақ бет қызы бар еді ғой Трамптың. Екеуінің шешелері бөлек. Сол қызды ұзатқанда ана қызы жаңа қыз жолдас болып, өзінің сіңлісі ма, сол сіңлісінің қасында бірге жүрген, бірақ саясаттан кетіпті. Енді жалпы Трамптың соты қазір Америкадағы сұмдық сот болып жатыр. Бұл енді бұны айтпасам да болатын еді. Бұл Америкадағы бір сұмдық, тарихта болмаған сот болып жатыр. Кейбір нәрселерін енді оқуын оқисың ғой, асықпай, бірақ қазақ тілді аудиторияға аударып айтайын десең, аузың бармайды. Аузың бармайды. Сұмдық болып жатыр енді. Мен өстіп қана айтайын енді. Сұмдық болып жатыр. Міне, көрдіңіздер ма, сұмдық болып жатыр. Әне бір бәдік фильм түсіретін, бәдік эротикалық киноға түсетін, әне бір келіншек бар ғой. Сол Трампты сотқа сүйреді. Сөйтсе Трамптың адвокаты оған ауызбастыртқы беріпті сайлауға түсетін кезінде. Сен тыныш отыршы болды, айтпа деп. Содан ол ойбай, бұл кезінде Трамппен әйткеміз, биткеміз де дәлел жоқ. Анау баяғыда білесіздер, мына Америкада Клинтон дейтін бір басшы болды ғой, Клинтон дейтін. Мына Хиллари Клинтонның байы. Ол Клинтон өзі сері болып, бәле болып, одан ол мына ақ үйдің ішінде бір практикаға оқу бітіріп, сол жерде практикаға келген қызбен романтика бар, тырнақша. Мақабат болып деп, енді мақабат деген сөздің қадірін кетірмейік. Сөйтіп, одан ол бұтқып, оны арнайы тергейтін, арнайы прокурор тағайындап, ол 2 КАМАЗ ба, 3 КАМАЗ материал тауып, бүкіл куә алып, одан ең соңында Клинтон шіркеуге барып, жаңа опынады ғой, өкінеді қысқасы, өкініп жаңа қысқасы мойындайды. Міне. Көрдіңіздер ма? Содан жаңағы сөйтіп, сол Клинтонның қатыны Трамппен соғысты ғой, сайлауға түсерді. Жаңа Хиллари Клинтон дейтін қатын. Содан ол бір қателік жасап, өзінің бір фонды бар екен, қоры. Сол қорының электрондық поштасынан досына хат жазып, одан ол мемлекеттік құпиялық әшкереленіп қалды. Сен неге мына FBI-дің бақылауындағы электрондық поштаны қолданбайсың, оны Қытайдың, Ресейдің хакерлері жарып кетеді деп, содан ана Клинтонның қатыны Хиллари Клинтон қысқасы сөйтіп Трамптан жеңіліп қалды. Енді қазір сол Хиллари Клинтонның байы, Билл Клинтонның басындағы жағдайға ұқсаңқырайтын жағдай Трамптың басында тұр. Осы сайлау, міне білесіздер, міне қазан қарашада ең қызады. Енді Трампты жаңағы әйел тура тістей жабысып, ол өзі әйел бүкіл Америка білетін бәдік фильмдер, жаңа жалаңаш фильмдерге түсетін жаңағы әйел. Енді сол Трампқа мен айтып қоямын деген ба, сосын Трамп адвокатын жіберген ба, адвокат оған ақша берген ба, айтып сондай былық болып жатыр. Енді бұл жерде Америкада ол ақша бергендігі үшін іс қозғалмайды. Америкада қай еркек пен қай әйел өзі біледі. Ол моральдық іс, моральдық жеке шаруа.
Ол қылмыс саналмайды. Ол көптеген елдердегі сияқты ол қылмыс саналмайды. Егер ол жаңағы әйелдің қалауынсыз немесе оны бір мәжбүрлеу сипатында болса, онда ол қылмыс. Бірақ екеуі қалап тұрса қылмыс емес. Ол моралдық нәрсе, моралдық кодекске жатады. Енді бірақ мынау Трамптың бетін түсіргелі тұр. Қысқасы Трамптың беті түсіп жатыр. Содан прокурор, мына ол сот тура дәл осы Нью-Йоркта өтіп жатыр. Мына Манхаттанда өтіп жатыр, Манхаттанда. Манхаттанда өтіп жатыр. Енді прокурор сол кезде осы екі ортада салашы болып, екі жақты жарастыратын болып жүрген адамды тауып әкеп куәгер қылады. Сөйтсе ол куәгері судья мен прокурордың аузынан қайтып Трамп жаққа өтіп кетеді. Ол айтады, Трамп онымен болмапты, мына елдікі қысқасы орайдан пайдаланып қарпып қалу. Содан деген ба қысқасы, мен сөздің ішінде басым ауырып кетті. Трамптың бұл шалдың да басынан әлегі үзілмеді. Өзі де тіл екі қарыс, өзі де бүкіл медиамен соғысып шықты, айналдырып, бүкіл өзіне көзқарасы келіспейтіннің бәрін Трамп енді тепкілеуде атақты ғой. Енді өзі бір күйгелек шал енді. Ондай да бар. Содан енді о шалды баяғыда Қытайдың кеңірдегінен қысып, Қытайды тура бұрышқа тақап, Қытайға бір салғанда 200 миллиард, бір салғанда 260 миллиард кедендік салық салып, Қытайдың экономикасын күйреткіштік соққы бергендік үшін бір кезде жақсы көрдік. Бірақ қазір о шалдың басынан бұлт кетпейді. Сөйтіп тұрғанда анау куәгер, прокурор тауып әкелген куәгер битті. Қанша бір апта бұрын тыңдап едім. Битті. Трамп ол елдің аузын жабу үшін емес, өзінің саяси амбициясы үшін емес. Ана әйелі Мелания, сүйікті Меланияның көңілін ауыртпау үшін сол қызғанып қапмасын деп, сондықтан ол әйелге сенің сұрағаның ақша болса, алатын ақшаңды алды, аузыңды жапшы деп айтты депті. Бұл енді мүмкін білесіздер, мына Мелания Трамп жас, Трамптан өзі 26 жас па 27 жас кіші. Трамптың үшінші әйелі. Ол өзі Словен, Югославия жетіге бөлшектенгенде Словения дейтін бір ел бөлінді ғой, Словакия дейтін бір ел бөлінді, өзі Словен. Өзі баяғыда киім моделме сондай. Өзі ойылда Трамп сияқты бойы ұзын, бірақ шидей жіңішке келіншек. Өзі 26-27 жас кіші. Содан сол ана ортасында бір ұлдары бар, барон. Ол енді Меланияның білесіздер, мына кетіп бара жатып Трамптың бір қолын сілкіп мінез көрсететін видеолар желіде тарап жүреді. Сосын ана Трамп алдыда отырып елге сөйлеп айғайлап, содан ол енді Трамп шешен еді сөздің ішінде, жоқ жерден нәрсе табады. Содан деп сөйлеп бүйтіп артына бұрылғанда жаңа қарайды ғой өзінің артында тұрған қалың. Сонда ана әйел Трампқа қарап бүйтіп өтірік бүйтіп ыржияды да артынан дереу бүйтіп аңын жиып алып жаңағы сұрланып мінез көрсетіп, ана Трамп бетін бұрғанда артынан ашуланып мінез көрсеткен видеолардың бәрін аңдып отырған камераларға түсіп қалады. Сосын Трамп бір қолын ұстаса қолын сілкіп жіберетін бір видеолар түсіп қалады. Қысқасы ол жас тоқал енді, жас қатынның 27 жас кіші. Трамп енді кәртейді, оның Трампқа біраз мінез көрсететін бір несі бар сияқты. Енді қазір мына сот, сіздер ойламаңыздар, Трамптың отбасын бұзу мақсаты бар ма жоқ па? Енді Мелания дәл Трамптың басына күн туып тұрғанда Трамптан кетіп қалса, Трампты қиратқалы тұр енді. Қиратқалы тұр. Мына баласының сайлау тобына қатыспаймын, жұмыс тобына кірмеймін дегені, ол да бір соққы болып тұр. Үшіншісі, Америкадағы мына сот Трамптың ол жаңағы мәдік фильм түсіретін, эротик фильм түсіретін әртіспенен болған дәлелі жоқ, ешқандай заттық куә жоқ. Заттық куә дегеннен біліп тұрсыздар. Ешқандай дәлел фактісі жоқ. Мәселелер үшін емес. Мәселе Трамп сайлауға, жұмсауға тиісті қаражатты заңсыз пайдаланып, адвокат арқылы ана әйелге ауызбасыртқыға беріп қойған, аузын жапшы деп. Сондықтан сайлаушылар, яғни бюджеттен әрбір президенттік сайлауға түсетіндерге ақша бөлінеді. Ол онымен штаттан штатқа ұшуға құқылы. Ол онымен үнпарақтарды бастырып шығаруға құқылы. Ол онымен коммерциялық телеарналарға
жаңағы ақша төлеуге құқылы. Қысқасы тек бұл ақша тек сайлауға пайдалану керек. Енді ана әйелге ауызбастылыққа беріп қойғаны ана бұл оқиғаның қыры сыры осы болып тұр ғой. Бұл оқиғалардың қыры сыры енді бұл еңбек. Мені тыңдадыңыздар, мен сіздерден ақша талап қылмаймын, бірақ менің алпыс аға, алпыс апа, 70-ге WhatsApp топтарына, Facebook группаларға, Instagram группа топтарға таратыңыздар. Туыс туған, жол